Recording in progress. Кеш жарық. Так, кеш жарық. Экранымызды қосып отырайық. Вроде бы кішкене дұрыстаған сияқтымын. Жаңа кіргенде каждый раз, в общем, бір неге тап боламын, препятствияға. Техническое препятствие. Енді сөйтіп Не говорите, үйренеміз шығар. Дауыс естіліп тұр ғой да, жақсы. Жаңа тағы да кірді ғой да, негізі басқа адамдар. Қазір мен жаза қояйын. Салтанат ханым ба? Кірді да, қазір мен сіздің экраныңызды ашып қояйын қазір. Сол. Так. Демонстрация экрана. Ой, так, булинга. Тауып алайын. Булинга. Аха, көрінді ғой да? Ну, қазір загружается. Вот енді көрініп тұр ма? Загружается пока. Мен жаңа аштым. Булинг дегенді. Әлі көрінген жоқ, да? Ну, если что, не получится, ладно, мен айта берем. Жоқ, Назгүл ханым, сіз маған айтыңыз қазір. Көрінді ме жоқ па, соны айтыңыз. Көрінбей жатыр ма әлі? Жоқ. Еще жоқ. Так, жақсы, онда қазір. Еще раз. Так, істеп көрейін. Так, булинга. Вот, так, бір бастым. Поделиться. Вот теперь көріну керек. Көрінді ме, жоқ па? Жоқ. Ну, что такое, а? Так. Салтанат ханым, загружается, может, долго просто. Загружается болғанда прямо черный экран көрініп тұр ма? Черный экран? А? Көрініп тұр черный экран. Біз өзіміз былай тұрмыз да, кішкене былайырақ. Ну, былай. Почему-то да, долго загружается. Жаңа ғана тексеріп алдық. Подключилась, да? Ау? Жанат ханым подключилась. Подключилась, да? Так, кеш жарық. В общем, бүгін біздердің бірлескен вебинарымыз болады. Тақырыбы буллингі. Назгүл ханым қазір сол туралы айтады. Содан кейін жеке шекара, Аружан ханым және мен әйел және секс тақырыбында бүгін әңгіме қозғаймыз. Кішкене ханымдар технически кішкене ақаулар болып қалады кейде. Енді қараңызшы, шықты ма, шыққан жоқ па? Мен поделиться деп бастым. Шығып тұр ма экран? Шықпай тұр. Жарайды, мен айта берейін, да? Ну, давайте, бастай беріңіз, мен қазір рөлік көрем, бастай беріңіз. Енді бүгінгі менің айтатын тақырыбым буллинг. Мен неге бұл бір-біріне қорлық көрсету, әлімжеттік көрсету өте көп орын алып жатыр. Буллинг деген ағылшын тілінен аударғанда күш көрсету, қорлау деген сөз, иә, қазақша. Енді мысал үшін буллингтің неше түрі бар. Буллингтің физикалық, содан кейін психоэмоционалды, содан кейін кибербуллинг, иә. Енді сіздің балаңыз мысал үшін мына жерде ата-аналарға арналған ғой. Буллингке түсіп жүргенін қайдан білеміз?
Енді баладар ол бала мектептен көңіл күйсі жоқ болып келсе, содан кейін бір киімі жыртылып келсе, алған заттарының бәрі жоғалатын болса, мектептің жұмысына араласпайтын болса, мектептегі бір жұмыстар туралы сұрағанда, білмеймін деген сияқты үндемейтін болса, онда сіздің балаңыз сондай буллингке ұшырап жүр. Енді ондай жағдайда біз не істеуіміз керек? Ондай жағдайда енді сіз байқап жүрсіз балаңыздың сондай жағдайда жүргенін, оның келіп, жылап, сізден көмек сұрағанын тоспай, алдын ала балаңызбен сөйлесуге болады, балам, бұл не? Жағдайың қалай? Қандай жағдай болмаса да біз сені қолдаймыз деп балаңызға қолдау көрсететініңізді айтуыңыз керек. Тамара ханым шықты. Жақсы, мен көтере берейін былай онда. Өте жақсы. Балаңызға қолдау көрсететінін айтуыңыз керек, ең бірінші. Содан кейін ары қарайғы не істеуіңіз керек енді? Енді сол баланың ата-анасына хабарлап, менің балам мен сіздің балаңыздың арасында осындай жағдай бар екен, енді осыны үлкен адамдарша кезігіп сөйлесіп шешейік деп сол кісімен сөйлесуіңіз керек. Ал кейбір ата-аналар не істейді, олар мектепке барады, содан кейін анау баланы ұстап алады, сен кімнің баласысың, менің балама неге тиісіп жүрсің, мен сені қазір быт-шытың шығарам, әке шешеңе апарам деп баланың деңгейіне түсіп, баланың өзіне әлімжеттік агрессия көрсетіп кетеді, Или тіпті болмаса мектептегі мұғалімдерге барып, мен мынау мектептің быт-шытын шығарам, барлықтарыңды жұмыстан шығартам, алдарыңда жүрген бір 5-6 баланы қарай алмайсыңдар деп үлкен дау шығарып кетеді. Ал былай алып қарайтын болсақ, баланың ісіне жауап беретін баланың әке шешесі. Сондықтан бұл жағдайды баланың әке шешесімен, содан кейін класс жетекшісімен дұрыстап шешіп, бәрін анықтап алған дұрыс. Енді қандай баладар буллинг жасайды? Өзінің семьясында, отбасында жылу көрмейтін, отбасында ылғи да ұрсыз тарсыз болатын, отбасында бір ол баланың сөзін ешкім тыңдамайтын. Егерде балаңыз кішкентай кезінен бастап столдың басында отырғанда әңгіме айтатын болса, өзінің бір кішкентай сұрауларын, мысал үшін өтініштерін айтатын болса, ата-аналар жұмыс басты болады да, жүгіріп жүріп тыңдамайды, Айтыра тұршы, или бала сөйлей бастаса, өзінікін айтып кетеді, не болмаса ол балаға тұра тұршы, содан кейін айтасың деп ылғи тиіп тастап отырады. Содан кейін балада мен бұларға керек жоқпын, мені ешкім жақсы көрмейді деген бір тұжырым пайда болады. Сенім пайда болады, Содан кейін ол үйде ұрсыз керіс агрессия болғаннан кейін ол барады соны мектептегі балаларға көрсете бастайды. Егерде сол сіздің балаңыз біреуге сондай көрсетіп жүрсе, онда сізге отырып ойлану керек болады. Отбасымызда не дұрыс емес деп, не дұрыс емес, біз нені дұрыс жасамай жүрміз деп, содан кейін балаға айту керек. Бала, біз ұрсып жүрміз, мамаң мен папаң, мамаң екеуміздің арамыздағы қарым-қатынасымыз дұрыс емес, сен бізді кешір, енді біз осыдан бастап барлығы дұрыс болады деп балаңызға уәде беріп, сол уәдені орындауға тиіс боласыз, Ал егерде айтып істемейтін болсаңыз, балаңыз одан арман агрессор бола бастайды. Егерде сіздің балаңыз, мысал үшін, қандай баладар ұшырайды, буллингке? Буллингке өзіне сенімсіз, содан кейін бала бақшада ұшырауы мүмкін, одан кейін бастауыш мектептерде ұшырап, одан кейін уже бәрі дұрыс болуы мүмкін.
Ал кейбір баладар ортаңғы класстарда, кейбір баладар жоғарғы класстарда ұшырауы мүмкін. Көбіне буллингке ұшырап жататын баладар басқа мектептен келген баладар, иә. Оның бір ісі ұнамай қалуы мүмкін, киімі ұнамай қалуы мүмкін. Содан кейін бір қалжыңдап ойнаған сияқты болады да, соның арты ол баланың тоқтата білуіне де байланысты. Ол өзіне өзі кішкентай өзін өзі көрсете алмайтын болса, ол ары қарай үлкен сондай жалғасып кетеді. Енді келесі мен анада көп сөйлеп кеткем, осы жолы кішкентай аз айтайын. Енді біз сол бір баламыз сондай жағдайға ұшырамас үшін отбасында бір-бірімізге кішкентай қамқор бола білуіміз керек. Содан кейін баламызды көбірек құшақтай білуіміз керек, иә. Оның не айтқысы келіп тұрғанын отырып тыңдап, уақыт бөле білуіміз керек екен. Мен айтайын деген. Назигүл ханым, дұрыс та. Так, родительский буллинг. Неменені группаға жібере саламыз ғой, иә, Тамара ханым? Мен анау дұрыс болмай жатқаннан кейін бәрін айтып бітірді. Жібере қояйын қазір, айта беріңіз. Енді сұрақтарыңыз болса қойып көріңіздер. Бітті ме, айтып болдыңыз ба? Болды, мен 15 минутқа дайындалдым, анада көп сөйлеп қойдым ғой. Так, стадия течения буллинга дейді. Мына туралы айттыңыз ба, мына туралы? Иә, бәрін айттым. Айтып кеттіңіз уже. Так, жақсы, мен да жібере берейін. Ханымдар, микрофонды ашып сұрақ қоюға болады буллинг жайында. Мектепте, мысалы үшін, не істеуге болады? Жаңа көбіне мен өзіміздің баладар туралы қалай қорғау керек деген. Да. Спасибо всем. На самом деле очень важная тема сегодня. И если в этом разбираться, то буллинг намного, вы правы, отличается от простого конфликта, потому что если конфликт имеет определенные стороны, они могут быть равносильны, то буллинг, он, конечно, бывает разносторонний. Это большое воздействие, давление, когда оказывается на одного или на маленькую группу людей. Даже буллинг бывает с семей, буллинг среди различных именно разновзглядовых таких компаний, да. И сегодня это большая проблема и в школах, наверное. Вы тоже знаете, что на сегодняшний день Казахстан по суициду занимает не только лидирующие места, но и считает, что причиной именно является это буллинг. Потом уже только идут определенные какие-то игры и так далее. Но вы правы, в основе лежит, что нам надо будет всегда смотреть на то, как ребенок приходит домой, что он делает, как себя ведет, быть всегда начеку, потому что ему одному иногда просто не справиться с этим миром, казалось бы, да. И поэтому только забота друг о друге, которая всегда будет ему поддержку оказывать, можно будет всегда вовремя остановить буллинг против своего ребенка. Да, спасибо, я очень много что получила по этой заметке. Спасибо, Назгуль ханым. Я очень рада, что такая тема сегодня нами обсуждается. Спасибо. Рахмет, Султанат ханым. Тағы да айтатындар бар ма, ханымдар, буллинг жайында? Вообще, ұл қыздарыңыз соған кезікті ма, жоқ па буллингке школа кезінде? Сол туралы айтуға болады. Вообще, буллинг деген өзі қай кезде басталды? Қай кезде? Негізі, иә? Назигүл ханым. Бұл негізі, Назигүл ханым, вообще қай жақтан келген нәрсе? Негізі, бұл қалай тез пайда болмайды ғой. Мысалға, басқа елдерден келеді ғой, солай емес пе, да? Мүмкін ол Ресейде басталған болар бірінші, сосын бізге келген болар.
Ол басқа мен ойламаймын басқа елден келді деп. Баладар арасында ылғи да сондай болып жатады ғой. Бұрынғы кезде де төбелесіп жататын, иә. Ол кезде жаңа айтып кетуім керек болған. Біздің кезімізде әке шешелеріміз неме деп айтушы еді? Бәріміз де таяқ жеп өстік. Анадан ұят болады, мынадан ұят болады деп, даже баладарын қорғамай қоятын, иә. Бармайтын. Содан кейін бір білмеймін, менің кезімде де болды. Сіз білесіз ба, наверное, сол біздің кезімізде кішкене ашық болмаған шығар. Вот қазір соңғы 10 жылдары ашық болып кетті ғой, енді кәдімгідей уже барлығы күресіп жатыр. Бастапқы басталған кезінде өте сирек байқалды. Вообще мен ойлаймын кейде, Назигүл ханым, наверное, мынау деген ана түрмеден басталған нәрсе шығар деп. То есть түрмеде жаңағы зэктар осыны пайдаланды, одан кейін армияға келді, армиядан кейін уже бізге школға, мектепке келіп жатыр, да? Сондай бір індет Енді ол қоғамда. болды деп ойлаймын, бірақ та бұрынғы кезде ақпарат көздері бәрі жабық болды, иә. Керек нәрсені кәне айтты, керек жоқ нәрсені айтпады. Содан кейін бір ештеңке жоқ, бәрі әйбат сияқты, бәрі тыныш сияқты болып көрінді деп ойлаймын. Ханым, сіз сөйлейін деп жатсыз ба? Сөйлей беріңіз. Да. Ага, хорошо. Да, уже по привычке, раз вы знаете, что такое модуль, да, и умение говорить, тоже как бы по теме. Хотелось бы и здесь тоже показать то, что в этой теме присутствует еще один момент. На сегодняшний день именно политизация этой темы затронула 3 аспекта. Называется это как светофор, да, вы знаете, целая программа, международное сообщество приняло это: красный, желтый, зеленый. То есть как таковое принимается всеми в обществе то, что зеленый цвет, это не показывает еще то, что нет конфликта в обществе, но при этом буллинг подразумевается, что все проблемы решаемы на уровне администрации со взрослыми, администрация распределяет, кому заниматься определенной темой, направляет к психологам ли, подключаются тут еще определенные, да, специалисты, которые могут помочь разобрать тот или иной какой-то, ну, скажем так, нападение, да, такое в кавычках, когда идет затравливание, когда идет высмеивание там, и так далее. Желтый цвет, он, конечно же, подразумевает уже определенные структуры, когда там не слышатся общество родителей, педагогическая, например, да, общественность может быть не услышана, если они тоже поднимают тему, что в школе присутствуют там определенные какие-то вещи, которые не принимаются, да, родителями там или учебными коллективами. Ну и красная зона – это когда уже совсем не решается на уровне родителей, если это про школу говорить, если это говорить про уровень детских коллективов, что бессильны здесь. И красная, конечно же, здесь зона говорит о том, что решается это на уровне правительства и обязательно выносятся на законодательные уровни какие-то определенные аспекты, которые помогают именно не распространялось, чтобы это на средние слои или там низкие слои, да, там обеспеченные, необеспеченные, материально там зависимые, материальные там многодетные или семилетые и так далее, и так далее. Поэтому вы видите, эта тема огромная, она затрагивает реально целую политику именно здоровых отношений, да, и в обществе, кто нас окружает и так далее. Поэтому то, что мы сегодня затронули эту тему, первое, что здесь я вижу, какие советы вы даете, конечно, во время диалога, который просто в обычном режиме, да, как человеческий фактор используется, когда мы стараемся уже быть наравне со своими детьми, или если это с детьми, да, решается такой вопрос. Но на сегодня многие признаются, что буллинг есть и среди взрослых. Это какие-то определенные компании, когда могут в некотором роде, не принимая, да, конкуренцию или не поднимая, да, какие-то уровни соревновательного характера, они что делают? Они просто начинают определенные какие-то механизмы подключать, чтобы уничтожать, да, какие-то маленькие компании, маленькие какие-то, может быть, группы, сообщества и так далее. В некоторых группах WhatsApp даже тоже можно увидеть. Это обширные компании, которые вроде бы, казалось бы,
те же продовольственные дворики, да, сегодня все знают, что присутствует это, но четко расписанные именно правила группы могут тоже именно, ну, правильно решать определенные моменты такие, чтобы все-таки та продукция, которая там доходит до потребителя, была именно от первых, да, тех, кто ее производит. Ну и так далее. Вы видите, что здесь буллинг, она очень обширная тема, и нашими обычными знаниями, которые мы сами с вами имели, когда учились в школе, или был свой опыт, да, когда сталкивались с какими-то такими воздействиями, конечно же, этих знаний бывает мало, и не всегда их достаточно. Поэтому даже специалисты сами, собираясь в определенные ну, за круглым столом не всегда в силах предложить, кроме как, да, советы и рекомендации, остановить что-то. Только личная заинтересованность каждого, я думаю, что может остановить определенные большие такие проблемы, которые могут возникнуть и в семье, и у детей, и у наших внуков с вами. Ну вот я так считаю. Спасибо. Рахмет, Салтанат ханым аха. Енді Шолпан ханым, сіз сөйлей беріңіз. Вообще біздер осы бір аптадан кейін осы бүгінгі темалар бойынша свободный микрофон жүргіземіз. Сол кезде еркін ойымызды айтуға болады. Қазір біздер тек былай таныстырып жатырмыз да былай. Шолпан ханым, сөйлей беріңіз. Вообще ашып қойыңыздар микрофондарыңды, өзіміз ғой отырған. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Назгүл ханым, рахмет сізге. Енді мен мектеп саласында жүргендіктен ол осы тақырып бізге өте жақын. Біз осы әрбір уақытта кездеседі бізде. Содан кейін әрбір уақытта ата-аналармен осындай тақырыптар жүргіземіз, оқушылармен класс сағатын өткіземіз. Бұл енді қазіргі күнде үлкен проблемаға айналды ғой, мысалға қоғамда бар нәрсе ол кездеседі. Бұл енді подростковый оқушылардың арасында және басқа да ол үлкен кісілердің арасында кездеседі. Ол мысалға коллективте де болуы мүмкін, жаңа Салтанат ханым айтып жатыр ғой, сол сияқты. Жұмыста да көрініс табуы мүмкін, мысалға бір кабинетте отырған кезде, егер де 5 адам отыратын болса бір кабинеттің ішінде, сонда бір жаңағы әріптестер бір кісіні жақтырмай соған буллинг жасауы мүмкін, мысалы үшін. Оны тыңдамай, әйтпесе оны шеттетіп деген сияқты. Сондай-ақ жаңа администрация бір адамдарды қол астында жұмыс істейтін бір адамды соған буллинг жасауы мүмкін. Сол сияқты бұл өте үлкен тақырып. Жаңа қазір қоғамда болып отырған, жаңа Назгүл ханым айтты ғой, бұрында да болған, бұрында да болған, бірақ бұның аты болмаған ғой, бұрында болғанда. Енді қазір бұның атын біліп жатырмыз. Сол себепті бұның енді алдын алу жұмыстары өте қазір жүреді, балалар да біледі, мысалға. Кейбір жағдайда бұны білместіктен де істеуі мүмкін. Сол себепті біз балаларымызға бұны таныстырып, отбасында да жаңағыдай айтып отыратын болсақ, осы буллингке жатады. Сосын кейбір жағдайда буллингпенен андай қалжың, ойын, мысалға, өздерінің араларындағы соны айыра алмай жатады подростковый балалар, мысалға. Сол себепті осының жаңағы шекарасын ашып, көрсетіп, Назгүл ханым айтып жатыр екен. Рахмет, өте жақсы тақырып болды. Мен де біраз өзімнің бұрынғы алған білімдеріме тағы да бірнеше нәрселер қостым. Рахмет. Рахмет, Шолпан ханым. Школдағы буллингі, да? Вообще қаншалықты қазір, қалай десем екен, школдағы, мектептегі балдар қаншалықты өзін қауіпсіз сезінеді мектепке келген кезде? Сол қаншалықты қауіпсіз сезіну үшін ата-ана және мұғалімдер бірлесіп жұмыс жасаймыз. Өзің комфортын сезіну үшін дейді ғой, қазір тілмен айтқанда, сол үшін біз жұмыс жасаймыз. Ол жұмыс жасағанда біз осыны тәрбие сағаты, сосын ата-аналарды менен жаңағы ата-аналар жиналысқа шақырамыз ғой. Сол кезде конференция өткіземіз ата-аналармен, әсіресе жас ата-аналармен бөлек өткіземіз конференция. Сосын жас мұғалімдермен бөлек өткіземіз. Тәлімгерлік, үлкен мұғалімдер, мысалы, біраз жыл жұмыс істеген мұғалімдер жас мұғалімдерге тәлімгерлік курстарын өткізеді. Сол кезде айтады. Өте үлкен тақырып енді бұл ше. Жаңағыдай ара жігін ашудың өзі қиын болады кейбір жағдайда. Жақсы, рахмет. Так, енді келесі тема бізде тақырып как раз жеке шекара. Жаңа сіз айтып кеттіңіз ғой, жеке шекара деп. Сол туралы қазір Аружан ханым сөйлейді. Қазір мен тауып алайын.
Так, жеке шекара мынау ашыла ма екен, жоқ па екен? Қазір ашыла ма екен, жоқ па екен? Кеш екен ғой айтпақшы. Ашылды ма? Күн деп қоямын. Кәдімгі. Жоқ, Аружан ханым, ашылмады. Жоқ, ашылма- ашылмады. ашылмады. Так, тогда мен қазір. Қазір. Ну, там 2 минуты примерно выходит, поэтому это закрывайте, то ставьте, она загружается. Да? Пока бастай берейін. Да, Бастай беріңіз, бастаңыз. Заха, мен қазір тауып алайын. Бүгінгі тақырыбым жеке шекара. Бұл тақырыпты не үшін алдым? Себебі бұл өзімнің тұлға ретінде қалыптасуымда үлкен рөл ойнаған тақырыптардың бірі болды. Сондықтан жеке шекара туралы мүмкін бұл туралы айтылмағандықтан бұл тақырып менің де өмірімде мүмкін үлкен рөл ойнайтынын сол тақырыпты білгеннен кейін ғана қолданып бастадым ғой. Сондықтан көбірек адам білсін, жеке шекараның ұғымын, не үшін керек деген сұрақтарға жауап алу үшін осы тақырыпты алған болатын. Так, ең бірінші аудиторияға сұрақ қояр едім. Жеке шекара дегеніміз не? Микрофонды ашып жауап бере берсеңіздер болады, немесе жоқ. Аружан ханым, көрініп тұр ма, жоқ па? Көрініп тұр, иә. Өте жақсы. Қуанып тұрмын көрінгеніне. Так, айтайық онда. Жеке шекара дегеніміз не? Вот жақсы сұрақ. Кәне өзіміздің ойымызды айтайық, ойымызды. Жақсы сұрақ. Алуа ханым, Айжан ханым, Жанат ханым, Шолпан ханым. Ойымызды бөлісіп отырайық. Мақпал ханым. Мен айтып көрейін, иә. Осы көп жағдайда жеке шекараны білмегендіктен адамдардың психологиясында көп деген қалай бұзылыс деп айтпай-ақ қояйын, иә, бұзылыс деген емес. Қалай айтсам екен, несін таба алмай отырмын да, психологиялық ауытқулар көп болады деп түсінемін өзімше. Өйткені жеке шекараны сақтамайды, бізде әсіресе қазақтарда көп біреудің шекарасына көп кіріп кетеді екенбіз. Сол себепті шекара бұзылған кезде психологиялық жаңағыдай ауытқу ма, қалай айтсам болады. Көп нәрселер бұзылышқа ұшырайды да, адам кейбір жағдайда адамдар өзін жоғалтуда басталатын сияқты. Өзінің мінезін жоғалту. Өзін жоғалтулар да осыдан басталама деген ой бар менде. Өйткені жеке шекараны сақтамағандықтан көп нәрселер бұзылысқа түседі деп ойлаймын. Жақсы. Өйткені өзімде де сондай көп шекараларын сақтамаған бұрын. Мен өзімде біреулердің шекарасына көп кіріп кеткенмін. Жаңағыдай ақыл айтып, жаңағыдай сондай. Рахмет бөліскеніңізге. Айжан ханым, сіз айта беріңіз. Қыздар өзіміз айта берек, микрофонды нетпей-ақ, көтермей-ақ, сөйлей берек, аха. Менің ойымша жеке шекара дегеніміз сенің ойыңды жоққа шығару, келіспеу. Сен өзіңді ойыңды айтып тұрасың, бірақ ол тыңдамайды, тек қана орындандыкі жа. Яғни ол бір диалог емес, монолог. Сол кезде адамда жеке шекара болмайды. Кез келген диалог ретінде шешу. Дұрыс десе, ол жерде жеке шекара бұзылады деп ойлаймын. Көп рахмет, Айжан ханым. Тағы қосатындар бар ма? Жеке шекара дегеніміз не? Жеке шекара деген вообще үлкен, өте маңызды адамға ше, өте үлкен маңызды. Мен мысалға қазақ отбасында тәрбиелендік қой, анда бізде шекара деген вообще айтылмайды ғой, ондай тема бізде. Жаңағы біреудің басынан аттап өтіп, ұрсысу, айқайлау деген сплошь рядом болды. Мен тек жаңағы психологияға бардым ғой, оқуға барған кезде, сонда ғана мен жеке шекараны қоя білдім сол кезде. Кәдімгі мынау менің семьям, отбасым, мынау менің жұмысым, мынау менің туысқандарым деп кәдімгі ара жігін ажыратып, былай-былай. Сонда кезде менде порядок пайда болды өмірімде ше. Жеке шекара ол адам үшін өте маңызды деп ойлаймын. Жақсы, рахмет, Тамара ханым. Барлықтарыңызбен келісемін, жаңа Шолпан ханым айтты, психологиялық ауытқудың болу себебі, жаңа бұзылыстардың болу себебі жеке шекараның болмағандығынан деп. Айжан ханым ол тек қана мен бармын, менен басқа ешкім жоқ, яғни тек монолог, диалог жоқ ол жерде.
Ал Тамара ханым, сіз жеке шекара арқылы өзіңіздің өміріңізде бір порядок ұйымдастыра алдыңыз, иә? Барлықтарыңызбен келсем, иә, жеке шекара ол адамды айналадан бөліп тұратын нәрсе көрінбейтін. Оны адам да көре алмайды, айналадағы адамдар да көре алмайды. Ол мен қай жерден басталады, мен қай жерден аяқталады. Сол нәрсенің көрсеткіші болып табылады. Жеке шекара ол менің құндылығым, менің уақытым, менің осы өмірге көзқарасым деген сияқты бірнеше сұрақтарға жауап береді. Мысалы, мен ең бірінші өзімді түсінуім және соны өзгеге жеткізе алуым да ол менің жеке шекарамның көрсеткіші болады. Себебі бірінші мен өзім оны түсініп алғаннан кейін барып өзгелерге. Дауысыңыз кішкене бәсеңсіп кетті, Аружан ханым. Енді Енді жақсы естіліп тұр, аха. Хорошо. Мынаны дұрыс түсінбеді. Жаңа Тамара ханым, сіз айтып өттіңіз ғой, мен осы психологияға келіп түсіндім, отбасым қайда, жұмысым қайда, достарым қайда, туыстарым қайда, бәрін өз орнымен бөлдім деп. Адам ең бірінші жеке шекараны іштей түсініп алу керек. Оның толық картинкасы болу үшін іштей түсініп алу керек, бөліп алу керек. Осыны түсіну үшін бірнеше түрлерге бөлінеді жеке шекара. Алғашқысы ол физикалық жеке шекара, эмоционалды, рухани, материалды, интимді және психикалық болып бөлінеді. Бұл жерде біз егер қарастыратын болсақ, физикалық шекара ол менің денем және өзгелермен менің дистанциям. Осы сұраққа физикалық жеке шекарам маған жауап береді. Және эмоционалды жеке шекара бұл менің сезімдерім, эмоциям, денедегі өзімнің сезімім қалай. Осы сұрақтарды мен түсініп, мысалы бізде психологияда түсінік бар ғой, перенос деген. Мен перенос жасап ойлай беруім мүмкін да, ол Тамара ханым маған дұрыс қарап тұрған жоқ деп. Ал мүмкін мен ойлауым мүмкін да, мен солай көріп тұрған жоқпын, бұл менің эмоциям емес пе деген секілді. Одан кейін рухани жеке шекара бұл менің сенімім, установка, убеждение, наным, сенімдерім. Материалды жеке шекарам бұл менің ақшам, затым, мүлікім. Осы нәрселерге жауап береді. Мысалы, бізде қазақта әйтеуір ұлдар болсын, қыздар болсын, бір үйде тұра береді, еншісін бөліп беру деген түсініктер бар ғой, негізі бұрыннан бар да. Жеке шекарасын бірден қойған, қыз бала болса артынан қалың малын беріп отқан, ұл бала болса еншісін беріп отқан деген секілді. Және интимді жеке шекарам ол менің интим өміріндегі өзімнің ыңғайлы, комфортты өмірім. Және психикалық жеке шекара бұл менің ойым, идеям, құндылықтарым. Осы критериялар бойынша жеке шекараны анықтап алам. Бірінші өзім үшін жаңа көрінбейтін тұсында анықтап алам. Одан кейін өзгелерге ол туралы айта аламын. Менің шекарам мына жерден басталады, мына жерден аяқталады деп. Олай айта алу үшін бірінші өзім түсініп алуым керек. Так, жеке шекараны көбінде мен былай алдым да. Маған Қайсысы? Тамара ханым кейсы да нет деп сол нені ашып бересіз ба? Мен көп кездестірген мәселелердің бірі адамдар жоқ деп айта алмайды. Адамдар дегенде қалай? Мен жұмыс істеген, мен танитын адамдар жоқ деп айта алмайды. Тек я. Бұл бір жақсы бала болу, немесе жақсы әйел болу, жақсы еркек болу дегеннің артындағы ыңғайлы бала болу, я. Сол бойынша жұмыстансақ, бірінші техникаға көшетін болсам, мен қалай жоқ деп айтып үйренемін. Егер елестетіп көріңіздер барлықтарыңыз, бір адаммен әңгіме дүкен құрып отырсыз, и сол әңгіме сізге қызық емес болды. Уже қызық емес сізге. Ол әңгімеге уақытыңызды арнағыңыз келмеді, энергияңызды арнағыңыз келмеді. Сол кезде сіз не істейсіз? Соңына дейін тыңдап отырасыз, шыдап, немесе өз қолыңызға жауапкершілікті алып, сол жерде инициатива танытып, мүмкін өзгертесіз. Бұл жерде аудитория сіздерге сұрақ, не істейсіз сондай ситуацияда? Және екінші сұрақ, оны қалай аяқтар едіңіз? Және қандай фразаны қолданатын едіңіз? Чатқа жазып кетсеңіздер болады.
мен күтемін. Пока бізде мен 4 ситуацияны алып келдім, бәрін талдауға көшпей ақ қояйын, себебі мұнда менде қызығырақ бір тақырып бар, осы жеке шекараға қатысты. Слияние деген сайтты ашып бересіз ба? Бізде психоанализде симбиоз деген ұғым бар, иә, слияние. Яғни мен өзімнің симбиоз ол бізде ең бірінші бала болған кезде дүниеге келеді ғой, сол кезде басталады ғой. Ол бірінші ананың ішінде болады, одан кейін ол дүниеге келеді, сонда да ол симбиозда болады. Менің жақсы немесе жаман бала екенімді мамамның менің уақытында жылаған кезде жүгіріп келуі, немесе менің қажеттіліктерімді өтей алуы деген ұғым арқылы мен анықтай аламын. Сондықтан симбиоз бізде сол кезде басталып кетеді, бірақ адам есейе келе сол симбиозды, яғни слиянияны бірігу, сол бірігуді өмірінде сау түрде қолдана алуына болады. Осы кезде де бізге жеке шекара көмектеседі. Өйткені бастапқы кезде мысал жұмысты алайық, жаңадан жұмысқа бардың. Жұмысқа барған кезде бәрібір ол кезде симбиоз, какой-то слияние, бірігу болады. Себебі ол жаққа кіріп кетесің, үйрену этапы болады, сол кезде белгілі бір уақытта слияние, симбиоз болады. Немесе бір жаңа ортада, мысалы, уақытында тәлімгерлік алып бастаған кезде, немесе бір сондай случайды елестетіп көріңіздер, симбиоз, слияние болады. Сол кезде сіз симбиоздан, слияниеден қалай шығасыз? Ең бірінші сұрақ, әрине, егер ол ұзақ түрде симбиоз, слияние мәселесі ұзақ түрде болса, оны әрине психоаналитикпен, психотерапевтпен отырып шешесіз, егер уақытында анаңызбен симбиоз дұрыс болмаған болса. Ал егер жоқ, оның бәрі дұрыс өтті, тек енді мен осы жұмыс этапында қандай да бір жеке шекарамды сақтай алмай жатырмын, слиянияға кетіп қала берем, бірігіп кете берем, өз ойымды айта алмай қалам, нақты шекара қоя алмай қалам десе, ең бірінші қарапайым сол кезде здесь сейчас көмектесетін сұрақтардың бірі, ол мен дәл қазір менімен не болып жатыр деген сұрақты қою керек. Дәл қазір менімен не болып жатыр, мен не сезініп тұрмын, дәл қазір мен осы ситуацияға қалай қараймын, маған бұл нәрсе жақсы ма, жағымды ма, әлде жағымсыз ба деген секілді сұрақтарды қою керек. Одан кейін мен не сезініп тұрмын, осы кезде. Одан кейін қоятын төртінші сұрақ, дәл қазір мен нені қалаймын, қалай болғанын қалар едім, және мен өзім үшін не істей аламын. Бұл бізге симбиоздан, слияниеден здесь сейчас, дәл қазір осында шығуға көмектеседі. Әрине, сұраққа егер сіз өзіңізге шынайы түрде жауап берсеңіз, жоқ, бұл нәрсе енді маған көмектеспейді, бұл сұрақтар мүлдем көмектеспей жатыр десеңіз, әрине психологқа бару. Себебі мүмкін сізде слияние жұмыспен ғана байланысты емес, мүмкін бұл жерде анаңызбен симбиоз мәселесі шешілмей қалды. Жаңа айттым ғой, бала дүниеге бірінші келместен бұрын 9 ай онсыз да ананың ішінде болады. Дүниеге келгеннен кейін оған бүкіл әлем мама болғаннан кейін әр этап бар, 8 айдан бастап бала еңбектеп бастайды, бөлінеді. Одан кейін 2 жас бар, 3 жас бар, сол кездің бәрінде бөліну, сепарация этаптары бар. Дәл осы сепарация этаптың бәрі біздің жеке шекарамызды қоюға көмектесетін этаптар. Сепарация есть, это жеке шекара негізі. Мен 9 ай маманың ішінде болдым, дүниеге келдім, уже мен жеке шекарам бар, жеке денем бар. Баста мен мамамен бірге едім. Бірді мама қандай тамақ жейді, бәрін қолданып жүрдім. Одан дүниеге келдіңіз, уже бөлек денесі бар. Бірақ ол пока өзін толық қамтамасыз ете алмайды. Тұрып өзі қажеттілігін өтей алмайды. Тамағын жей алмайды, қажеттілігін барып, дәретханаға барып өтей алмайды. Бұл кезде анасына тәуелді. Бірақ уақыт өте келе, бала сол нәрсені үйренеді өзі. Өзі әжетханаға барады, өзінің тамағын жеп үйренеді. Осының бәрі біздің жеке шекарамыз негізі сол кезден қалыптасады. Жаңағы сұрақтар көмектеспей жатса, әрине өз психологыңызбен, егер психологыңыз жоқ болса, психологқа жазылып, сұрақтарыңызды шешіп алуға болады. Келесі бір көмектесетін техниканы айтып кетейін. Дәл қазір мысалы слияние болып жатса, симбиоз болып жатса, жеке шекараны қоя алмай жатсыз, айта алмай жатсыз, ең бірінші өз-өзіңізге бірінші тоқта деген нәрсені қою керек. Қазір тоқта, стоп, все.
тұра тұрайын, тоқта. Өйткені жеке шекараның болмауы ол тек қана жұмыста ғана емес, отбасыда, ерлі-зайыптық қарым-қатынаста, сосын жұмыстағы, қоғамдағы қарым-қатынаста бәрінде өте әсер етеді. Өйткені сіз жұтылып кетуіңіз мүмкін. Мысалы, ерлі-зайыптық қарым-қатынас болса, сіз күйеуіңіздің құндылықтарына, уақытына ыңғайланып, өзіңіздің құндылығыңызды, өзіңіздің уақытыңызды ысырып, сол кісінің несіне ыңғайланып кетуіңіз мүмкін. Немесе жұмыста болса, ол директордың, немесе бір завучтың, немесе бір әріптесің бар қасыңда, авторитетный, сол адамға жұтылып кетуі мүмкін. Сол кезде адам өзіне айту керек, стоп. Дәл қазір өзіме стоп деп айтамын. Одан кейін терең дем алып, дем шығарып, өз денеңді сезіну. Мен дәл қазір денем не сезініп тұр, шаршап тұрмын мүмкін. Мүмкін денем ауырлап тұр. Мүмкін басым ауырып тұр. Қазір бір ауырлық басып тұр деп. Бірінші денені сезініп аламын. Одан кейін бір қандай да бір напряжение берем денеге. Напряжение берем, мүмкін білмеймін, денемді қысамын қаттырақ. Одан кейін қайтып расслабление берем. Бұл бізге заземляция етуге көмектеседі. Одан кейін бұл жерде ары қарай уже сіз шешесіз, так, мынау қазіргі слияние, өзімнің жеке шекарамды қоя алмау маған ұнамайды, бірақ қалай болғанын қалар едім. Солай өзіңізге шешіп аласыз. Және тағы бір көмектесетін техника, ол өзіңізді бір қауіпсіз ортада сезінгендей болыңыз. Дәл қазір мүмкін айналаңызда шум болып жатыр, мүмкін отбасыдағы бір күй, ситуация ұнамай жатыр, мүмкін жұмыстағы, мүмкін бір транспортта тұрсыз, ол сос болып қалды, өзіңізді қауіпсіз сезінбей тұрсыз, бір қандай да бір ойыңызды айта алмай тұрсыз, сенімді болмай тұрсыз. Сол кезде отыра қалып, сол кезде іштей визуализация жасап отырып, мен қазір өзімді бір қауіпсіз жерде сезінемін деп отырып елестету. Әркім өзінің қауіпсіз жері өзіне. Біреуге үй қауіпсіз, біреуге мүмкін көлік қауіпсіз, біреуге мүмкін ананың іші қауіпсіз, 9 ай ананың ішінде болған. Әркімнің қауіпсіз ортасы өзіне. Сол қауіпсіз ортаны сезініп, елестетіп сезінгеннен кейін сол сезімді дәл қазір осында алып келу, осы техникада дәл қазір осында бөлінуге өте жақсы көмектеседі. Және осы жеке шекараны білу не үшін қажет? Ең бірінші, сырттай жеке шекара қоюым үшін бірінші іштей өзім сол нәрсені қойып алуым керек, сезініп алуым керек. Мен үшін жеке шекара деген не деген сұрақ. Жаңа мысалы Шолпан ханым айтып кетті, психологиялық ауытқуы болу себебі жеке шекараның болмауы деді. Ол Шолпан ханымның жеке шекарасын дегендегі түсінігі. Ажан ханым айтты, өз ойын тек айта беретін, монолог қана бола беретін, бірақ диалог болмайтын жер, сол жерде жеке шекара ұғымы жоқ деп. Тамара ханым, сіз психологияға келіп түсіндім дедіңіз, былай жік-жігіне бөліп алдым деп. Сол сияқты жеке шекара әркім үшін әртүрлі. Сондықтан әркім өзіне жауап беру керек. Мен үшін менің жеке шекарам қай жерден басталады, қай жерден аяқталады. Мысалы, кейбір адамдар өте тактильный адамдар, оларға біреу келіп құшақтаса ұнайды. Ал кейбір адамдар денесіне біреу құшақтаса өте ұнатпайды. Сонда екі адамның жеке шекарасы екі түрлі. Біреуіне нормально, окей, біреу келіп құшақтаса, махаббатын білдіріп жатыр деп ойлайды. Ал екінші адам оны не болады, раздражение болады, қандай да бір ашу болады, тітіркену болады, жақтырмау болады. Сондықтан әр адамның жеке шекарасын өзі анықтайды. Менің жеке шекарам қай жерден басталады, қай жерден аяқталады. Және жеке шекараның бұзылуы сезімдерін көрсететін сезімдер, олар бізде ашу, тітіркену, ұялу сезімдері менің жеке шекарамның бұзылып жатқанының көрсеткіші болады. 100% емес, бірақ сол сезімдердің артын зерттей келе, мен мына жерде негізі өзімнің жеке шекарамды бұзыппын. Мына жерде анау бір досым менің мына шекарамды бұзыпты деп, сол кезде осы сезімдерді түсіну арқылы бізге жеке шекарамыздың бұзылғаны немесе бұзылмағанына сигнал болатын сезімдер. Так, хорошо. Негізі жеке шекара деген тура ауқымды тақырып қой.
бәрі ойлайды, что жеке шекара ол бір какой-то эгоизм, да. Мен айттым, бітті, маған тиіспеу керек деген. Ал на самом деле жеке шекара сақталған кезде ішкі тыныштық пайда болады. Ішкі тыныштық пайда болған кезде өзгелерге сол тыныштықты бере аласың. Және ажиотаждың басылуына көмектеседі. Себебі отбасыда болсын, жұмыста, қоғамда болсын, жеке шекара сақталмағандықтан да кейде ол нәрсе даже не то, сақталмаған, ұғым болмағандықтан адамда сондай ажиотаж болады. Жаңа Назигүл ханым буллинг тақырыбын айтты ғой. Буллинг тақырыбындағы бірден бір нәрсе ол жаңағы бірінші самооценка болса, өзін өзі бағалау. Одан кейінгі іштегі основной тақырып ол жеке шекара, да. Себебі бала өзін білмейді, қай жерде жеке шекарасы аяқталатын. Бір екінші, настолько ол или өзін әлемде тек мен ғана бармын деп ойлайды. И ойлайды, бәріне я могу все. Барам, біреудің шашын да жұла аламын, психологиялық оған қандай да бір қысым жасай аламын, немесе физикалық түрде қысым жасай аламын деген настолько андай эгосы өсіп кеткен болуы мүмкін, да. Өзінің ғана шекарасын ұғынады, өзгенің шекарасы қай жерден басталатынын, аяқталатынын білмейді. Бұл адам яғни өзінің де мүмкін жеке шекарасын сезінбейді. Өйткені өзінің жеке шекарасын сезінген адам ғана өзгенің жеке шекарасын сезіне алады. Бұл андай ғой, осы психоанализде де айтамыз ғой, адам өзімен жұмыс істеп бастаған кезде, өзін құрметтеп, өзін жақсы көріп бастағанда, өзгені құрметтеп, өзгені жақсы көру оған оңай болады деп. Жеке шекара тақырыбы да соның төңірегіндегі маңызды тақырыптардың бірі. Сұрақтарыңыз болса, Мархабат. Аружан ханым, мына упражнение қандай упражнение? Жаттығу Бұл упражнение жаңағы қауіпсіз ортада өзімді сезінемін деген. Жақсы, рахмет. Құрметті ханымдар, сұрақтарымызды қоя тұрайық, өзіміздің ойымызды айта тұрайық. Жеке шекара жөнінде. Жаңа сіз сұрақ қойдыңыз ғой, не деп, мысалға, иә жоқ деп айта алмайсың деп, да? Иә жоқ деп айта алмайды. Бізде қазақта бар ғой, көңілін қимайды біреулердің, да, сондықтан қипақтап жаңа айта алмайсың. Мен ондай кезде уже қазір кішкене тәжірибе бар ғой, айтасың ғой, мысалы, үлкен рахмет, өте қызықты болды, бірақ менің қазір уақытым өте тығыз еді, тағы бірде кездесерміз деген сияқты сондай мәдениетті түрде кетіп қалуға болады деп солай деп ойлаймын. Басқалар не айтады екен, басқалар? Шолпан ханым, Айжан ханым, Мақпал ханым. Осында Тамара ханым қосып кететін нәрсе бар, да. Осы жоқ деп айта алмау, кейде ол біздің жаңағы наным сенімде бар ғой, установка. Егер мен жоқ деп айтсам, ол мен жаман деп ойлап қалады, немесе жоқ деп, мысалы, тойға шақырды. Бірақ ол кезде финансовый бір какой-то отбасылық жағдай болды да, и қазір жоқ деп айтсам, келесі тойына шақырмай қояды деген секілді ше. Бұл жерде жеке шекараны қоятын кезде установкамен қатар жұмыстану керек, та. Сол кезде жақсырақ результат болады деп ойлаймын. Да, бұл туысқандық шекара. Вот, кіргізіп қойыңыз туысқандардың шекарасы ананың ішіне. Ол өте қиын, туысқандардың шекарасын. Да. Салтанат ханым, бір нәрсе айтайын деп едіңіз, да? Да, я только вот последнее. Если вы не говорите «нет» другому, вы говорите «нет» себе. Это тоже по-разному здесь понимается. И я тоже стала задумываться, о каком «нет» идет и речь. Но тут уже про родственников, что не то, и это, конечно, дело великое. Но если привязываться только к той, да. Ну что ж, я надеюсь, что вы меня еще пригласите на вебинары. И я, когда вас приглашу, тоже вы посетите. Я выйти вынуждена сейчас на другой чат. И я очень рада, что вы сегодня так классно начали эти темы Рахмет. Запись сақталады, ары қарай тыңдарсыз менің әйел және секс деген тақырыбымды. Жақсы, үлкен рахмет, аха. Так. Самая такая тема интересная. Я тоже как раз и покидаю. Ну, хорошо. Я от всей группы обязательно там определюсь. Хорошо. Давайте, пока-пока.
Рахмет. Тағы да кім айтады жеке шекара жөнінде? Вообще қай кезде жеке шекарамызды бұзуға еріп береміз біздер? В основном жаңағы отбасында кейде да болып жатады жеке шекараны бұзу. Ана еркек пен әйел екеуі бірігіп кеткен кезде жеке шекара былай бұзылады сол кезде, солай емес пе? Сондайларды. Ол Жеке шекараның негізінде бізде көбінде түсінбейді ғой. Жеке шекара айтсаң, жаңағы көбісі Аружан ханым айтқандай, эгоистка, сен өзіңді ғана қарабасыңды ойлайсың дегенге көп соны қалады да. Оны олай айтпай, сосын өзіңді құрметтеу керексің деп кішкене андай. Басқаша айтасың да, өзің құрметтеу ол деген. Әйтпесе ол болмайды деп, әйтпесе былай жеке шекара деп айтсаң, елдің бәрі сол прямой түсінеді. Ол деген олай емес, біздің қазақта ондай жоқ, ол басқа жақтан келген деген сияқты жаңағыдай түсінік бар да. Енді ол жаңағы жеке шекараға өте бұрында негізінде біз енді ата-бабаларымыздың жаңағы кейбір нелеріне қарайтын болсақ, оларда да ол кезде кәдімгі қалыпты жағдайда сақталған ғой негізі шекаралары жаңағы. Даже кішкентай кезінде қыз баланың жаңағы жасауына дейін жасап қою деген сияқты. Үлкенді кішкентайды сыйлау деген кезде кішкентайды да сыйлап білген қазақтар мысалы шекарасын аттамаған. Енді былай қарайтын болсақ, кейбір нәрселерде. Енді қазіргі күнде біздің шекарамыз өте неғып кеткен ғой жаңағы. Біз подружкамыз деп елдің жаңағы шекарасын аттап кетеміз ғой, подружкамызға сіңісіп әбден. Сонымен қосылып жылап деген сияқты. Оның бәрін жаңағы. Сосын жұмыста да біреу жаңадан келсе болды, оның кім екен, не екен, күйеуі бар ма, баласы бар ма, бірдеңкесі бар ма, кіріп оның шекарасын бұзып, кейін оны естіп алып, анаған барып айтып, содан кейін сен қандайсың, қайдан жұмысқа кірдің, бүйтпедің ба, сөйтпедің ба деп жаңағыдай. Енді ақыл кеңес дегенде бір жерде басқаша ғой, біздікі границаны әбден бұзатын сияқтымыз енді кейбір жағдайларда. Тегін ақылдар ма? Иә, тегін ақылды беріп. Ақыл айту оңай деп. Сондайдан бұзылып кететін сияқты ғой, енді сұраса да, сұрамаса да айтып, біреудің әсіресе сен неге тұрмысқа шықпай жүрсің деп жаңа қыздарға айта берсе, шекарасын аттайды ғой мысалға. Мысалы, сен неге балаң жоқ, сен неге бала тумайсың деген сияқты, елдің шекарасын аттап. Бұл бір жағынан Шолпан ханымнан ғой, бұл біздің мәдениет қой. Бұл бір жаппай мәдениет. Себебі андай да, сұралмаса керісінше бір ұят сияқты да, сұралу керек. Бір мәдениет та бұл. Мен енді өзім шетелге барып көрмеймін, бірақ шетелге барып көрген артистерім, достарым бар. Солармен сөйлесең айтады, автобуста мысалы тұрған кезде ешкіммен шаруасы жоқ. Мысалы бізде үлкен аккешкалар мініп алып, сен деген деп әңгімені жібереді. Болмаса туыстар келетін кезде ескертеді мысалы ол жақ. Біздікі есікті қалаған күні ашып келіп, алма шайыңды құй деп мысалы. Бір бұл мәдениет болып кеткен, бұл бір қоғамдық індет деп айтсаң ренжитін нәрсе да на самом деле. Бірақ сіз айтып отқан нәрсенің бәрі бір қазақ деген кезде кім десе осындай олардың мәдениеті деген бір ассоциация келетін әңгіме ғой бұл. Сіз айтып жатқан нәрсе. Мақпал ханым, сіз не айтасыз? Қосылып кетіңіз. Ой, жеке шекара деген жеке шекара дегенге мен жаңа сіз айтпақшы психоанализге келген кезде сол кезде мен түсіндім жеке шекара менде вообще в общем жоқ екендігін түсіндім. Мен осы кейінгі осы бір-ақ жылда ғана түсінгім ғой деймін осы жеке шекара туралы. 1 жыл ма, 1 жарым, 2 жыл ма, сонда ғана өзімнің жеке шекарамның сәпсім жоқ екендігін түсінгім ғой. Мен оған дейін жаңағы жақсы қыз, жақсы болып жүргім келген ба адамдарға. Қой, мен туралы жаман ойлап қалмасын деп сондай. Сонда мен не только мен құрбылар, дос, әріптес, туысқан, в общем менде шекара жоқ қой, бала, ешкімнің ортасында шекара жоқ менде, бәрінде болмаған ғой менде шекара. Менікіне кез келген адам кіріп кете береді, кіріп өз ойларына келгенде шығып, кіріп шығып жүре берген. Мен үшін жеке шекара деген енді керемет бір. Рахмет. Жаңа Шолпан ханым сіз айттыңыз ғой, туысқандар бізде солай. Расында мен ойлаймын, бізде прямо айтарлықтай прям жеке шекара деп айтпайды да, бірақ
туысқандық атаулардың өзі бір шекараны ұстап тұрады да. Мысалға, анау сенің әжең, иә мынау сенің нағашы әжең, уже сен онымен қалай қарым-қатынас жасайсың да. Енді қазір айтылып жатқан мына арасында жаңағыдай ғой, туысқандардың арасында жаңағы, сен не істеп жатсың, там анау мынау сенің уақытыңа қарамайды, звондайды деген сияқты. Бұл, наверное, излишний, слишком артық, излишнее любопытство деген да, болады сөз. да Ондай бізде көп қой онда. Бүгін мүмкін бұл бір жағынан еркіндік. Біздің қазақ халқы еркін халық қой. Орыстарда какой-то граница оларда бар, все равно олар сразу саған. Мен есімде жаңа сол психологияда оқып жүрген кезде бір қыздың үйінде жаттым, маған разрешение берді, бөлмесі бос тұр екен. Сонда келген бойда маған как положено, бізде олай емес қой, келген бойда кіргізді, сосын айтты так, мынау ванной, это можно, это нельзя, это можно, здесь твоя кровать. В общем, бәрін как положено маған объяснил. Все, мен уже өзімнің шекарамды білдім. Қай жерге болмайды, қай жерге болады деген сияқты. Ал бізде, мысалы, қазақ ағайындарымызды кіріп кетеді, сен ұяласың да, айтуға, түсіндіріп айтуға, мынау болмайды, анау бүйтпейді деп айтуға. Содан жаңағы кішкене жаңағы даже үйдің шекарасы да кейде бұзылып жатады да, мысалға. иә дұрыс. Ол үшін жаңағыдай орыстың бір жақсы мінезін алып, сразу түсіндірген дұрыс болар сірә. Дұрыс айтасыз. Иә, сол ғана керек екен, дұрыс айтасыз. Аха. Дәл сол. Бұл жөнінде негізі жеке шекара туралы тағы да бір сабақ өткізу болады да, бір жалпы бір. Келесіде свободный микрофон жасайық, келесі аптада как раз осы туралы кейін сөйлесейік. Ол деген үлкен тақырып қой, жеке шекара деген. Бастайын ба мен өзімдікін, онда әлде бар ма тағы? Соны сіз шекара қоя алдыңыз ғой, жаңа бастап едіңіз. Кім? Мен содан қоя алдым. Қойып үйрендім, бірақ көп достарым азайды ортамнан, өзімнің жаңағы сіз айтпақшы қызықсыз әңгімені тыңдап отыра бергенмін ғой мен енді. Мен жақсы қызбын ғой енді, қызықсыз әңгіме болса да тыңдап отыра беремін. Шай ішейік десе де бара беремін, уақытым жоқ болса да бара беремін. Моншаға барып тұруым керек болса, моншаға шегелесем да. Көрдіңіз бе? Соны әрең қойдым ғой, сіз түсінесіз бе? 1,5 жыл дегенде сол шекарамен күресудің өзі маған 2 жылға уақыт кетті ғой. Құр шекараны қоюдың, оны сау түрде қою керек болды да, маған ұрыспай, конфликтсіз, сау түрде қоюға әрекеттендім мен. Жақсы. Жарайды. Тамара ханым. Жақсы, үлкен рахмет, Аружан ханым. Өте қызықты тақырып. Енді менікі, как раз сіз айттыңыз ғой, не деп. Мына жерде жаңа оқып қалдым да, ең қауіпсіз ол өзіңнің денең. Айтады ғой, өзіңнің денең нағыз қауіпсіз жер, былай қарасаң да. Сол болар сірә. Так, новая демонстрация. Қазір. Так, қазір мен қарап алайын, мына шықпай жатыр. Менікі шықпай жатыр, қазір қарап тауып алайын қазір. Жеке шекара. Документ. Мынау емес. Буллингі. Кейде осылай, қазір тағы да қарап көрейін мына жерден. Шықты, Тамара ханым. Қайда шықты? Көрініп тұр сіздің слайдыңыз. Да? Әйел және секс деп. Мен мына тақырыпты алдым да, сосын кәдімгідей өзім қиналып қалдым ше. Өйткені такой обширный тақырып да, әйел, оның өзі бір жеке тақырып. Секс тоже бір жеке тақырып ше. Бірақ өйтіп өзімнің немді жазып шықтым ше. Мазмұны менде былай. Неге алдым осы тақырыпты? Өйткені былай қарасаңыз, вообще әйел бейнесі, өзіміз әйелміз ғой, сондықтан да әйел бейнесі всегда бізді ойлантады да. Тем более жаңа секс тақырыбы
қазіргі заманда болып жатқан мына кейбір зорлық, зомбылық, мына индустрия, да, вот это секс индустрия, порно, осылардың барлығы біз әйел болғаннан кейін все равно оны толғандырады біздерді. Сондықтан да осы тақырыпты мен алдым. Енді әйел бейнесі вообще әлемде және қазақта қандай, сол туралы. Сосын Гегельдің заңын қосып қойдым. Адамның жаратылысы туралы қазақ не білген, да, вообще секс туралы не білген екен олар. Еркек пен әйелдің психологиясы, потом секс индустрия, не себепті, и даосизм уақыт қалса түсіндірем, и материалдар. Ең әуелі әлемде жаңағы тараған мынау, білесіздер, Леонардо да Винчидің итальяндық суретші Мона Лиза немесе Джаконда деген жаңағы суреті. Былай қарасаңыз, мына әйелге қарасаңыз, не көресіз? Біреу сіз айта аласыздар ма? Мысалға, мен мынаны көріп тұрмын, мен мынаны көріп тұрмын деген сияқты. Вот қарапайым, да, ешқандай ашық шашық емес. Сол ғасырда өмір сүрген әйел 1500 жылдары. Бірақ әлі күнге дейін әлемді таңғалдырады. Осыдан вдохновление алады мысалға. Не көресіз осыған қарасаңыз? Өте тартымды, да? Тартымды. Сұлулық бар ма? Бар. Қарапайымдылық бар ма? Бар. Байсалдылық бар ма? Бар. Алып баратқан мысалға сұлу деп айта алмайсың да, бірақ та бір қарап тұрған кезде адам демалады, да, сондай бір әсер бар. Жақсы, ары қарай кеттік онда. Енді қазір мысалға әйел образы, әйел әлемдегі, бүкіл әлемге тараған, вот Мэрилин Монро, да, актриса, бұл нәзіктіктің символы, сұлулықтың символы, еркіндіктің символы, балалықтың символы. Вот әйелдің сондай тұтас образын жинаған адам. Мына Коко Шанель деген, бұл білесіздер, француз модельері, бұл енді өзінің такой твердый характерменен француздың әйелдерін киіндірген атақты әйел. Бұл туралы кино да бар, бұл туралы кітап та бар, осы кітабы. Одан кейінгі мынау кім? Тереза, Нобелевский лауреатталған. Тереза бұл өзі монашка болған, қайырымдылық жасаған әйел. Бұл да жаңағы әйелдің образы. Одан кейін мына тұрған Агата Кристи деген атақты жаңағы ағылшын несі, писательницасы, жазушысы, ағылшын, бұл детективный романдар жазған. Одан кейін мына білесіздер, бұл Диана, да, принцесса Диана, жаңағы белгілі себептермен қайтыс болған. Содан кейін Железная леди Маргарет Тэтчер, әлемдегі ең бірінші президент. Осылардың барлығы әйелдің вообще қандай екендігін образын көрсететін. Енді қазақ әдебиетінде, ауыз әдебиетінде кімдер бар? Кімдер бар мысалға? Так. Томирис. Қазір өзіңіз толықтырасыздар, да? Вот мен ең бірінші Алпамыс, біздің ұрпақ батыр жырларын естіп өстік қой. Алпамыс батыр, Ертарғын, Қобыланды батыр, да? Осылардың қасында жары болды. Алпамыс батырда Гүлбаршын болды, Ертарғында Ақжүніс сұлу болды, Қобыландыда Құртқа болды. Бұлардың барлығы ана өзінің ерінің қасында арқа сүйейтін жары, көмекшісі, сондай жақсы кейіпте біз оны қабылдадық, да? Бізге әйелдің символы сондай болу керек болды. Әлі күнге дейін солай мысалға өмір сүріп жатырмыз. Одан кейін мысалға біздің өзіміздің кімдері? Міржақып Дулатов, Бейімбет Майлин, немесе Жүсіпбек Аймауытов, Сұлтанмахмұт Торайғыров өздерінің шығармаларында әрі қарай әйелдің темасын жалғастырды. То есть әйел теңдігін олар бірінші көтерді, әйел теңдігін. Бұл да қазақтың жалпы әйелге деген құрметі, әйелді жоғары бағалауы. Одан кейін әйелдің бейнелері мына Қыз жібек драмасында, Қыз көрпеш баян сұлу драмаларында жаңағы бейнеленді. Одан кейін Ұлпан ханым, бұл Ғабит Мүсіреповтің Ұлпан деген кітабында толықтай жаңа қазақ әйелінің тұтастай образы берілді. Сосын Сәбит Мұқановтың несі бар, ботагөзі бар. Әрі қарай негізі бұл өте үлкен тема, әрі қарай кете беруге болады осы жөнінде. Байқап отырмыз, сонда қазақ әйелі біз үшін осындай. Енді мына суретті мен әлі күнге дейін таңғалам, өте жақсы көремін. Мына суретте Дина Нұрпейісова, күйші және Жамбыл Жабаевтың екеуінің кездесуі, да? Кімнің сурет екенін білмеймін, бірақ кәдімгі қалай десем екен, екі талантты адамның кездесуі, бұл всегда мен ойлаймын
бізге жақсы әсер етеді деп ойлаймын. Содан кейін Әлия Молдағұлова батыр әйел, сосын кім Мәншүк Мәметова бар. Енді қазіргі қазақ әйелін сомдап жүрген образдар кімдер? Роза Рымбаева екі бастан бұл енді қазақты көрсетіп жүрген, өнерін жоғарыға көрсетіп жүрген, балаларын өсірген, кәдімгі жақсы, тәрбиелі, үлгілі ана, өнер қайраткері болып танылады. Сосын Бауыржан Момышұлының келіні, бұл да келін деген атақты кәдімгі достойны көтерген, да, Зейнеп Ахметова. Мен осы Зейнеп Ахметованың кітаптарын алып әлі күнге дейін оқимын. Өте кемеңгер әйел тұлғасында мен оны қабылдаймын. Содан кейін Роза Бағланова, бұл да қазақтың әйел образын жоғарыға көтерді. Өзінің әндеріменен жаңағы шетелдерге барды. Бибігүл Төлегенова 90 жасқа толды міне. Қандай әдемі әйелді. Шара Жиенқұлова сахнада өнер көрсеткен. Одан кейін Фариза Оңғарсынова да тоже қазақ әйелінің кәдімгі образы, сондай тіке айтатын, тура. Вот бәрінен қарап тұрсаңыз, бір қасиеттер табылады. Мына жерде бос қалдырдым. Аны ханымды қосқым келген, бірақ фотосын ала алған жоқпын, Google неденше ала алған жоқпын. Вот. Енді жалпы вообще қазақ әйелі дегенде бізге мынадай образдар елестейді, да, міне. Қарапайым қазақ қызы, өте әдемі, ұяң, ибалы, міне. Сосын өзінің ошағын да от сөндірмей тамақ пісіріп жүрген жаңа қазақ әйелі, келіншегі. Одан кейін жарына қолына су құйып атқан әйел. Және әйел ана, әйел әже. Да, міне. Осындай образдар бұл біздің қазақ әйелдеріне тән әйелдің бейнесі. Мақтануға тұратын. Енді қазіргі әйел бейнесі бұл өте қызықты. Мен ойладым, кімді қойсам екен деп, Ерке Есмахан есіме түсті ше. Бұл кәдімгі қалай десем екен, өте нәзік, да, вот кәдімгі қазақ қызының образы. Сосын осы Қыдырәлі Болмановтың жолдасы осы қайта шықты да, осыны қойып қойдым. Бұл да жақсы қазақ әйелінің образы. Сосын жаңағы современный Баян Мақсатқызы, да, ол да мысалға үлгі тұтарлықта, өйткені бизнес ашқан, қазақтың киноиндустриясын дамытып жатқан, такой кәсіпкер әйел. Енді жеке өмірінде бір оқиғалар болды, но бірақ дегенмен де ол өзінің махаббатын тапқан сондай адамның образында біз үлгі тұтамыз. Мысалға, Құралай ханымды тоже үлгі тұтуға болады. Себебі ол қазақты ханымдық дәрежеге көтерді. Мен сол үшін мысалға үлгі тұтамын. Солай. Сосын мына жерде енді тоже ешқандай артық ештеңе жоқ, қазақ қыздарының образы. Сосын жаңағы жалпы әйел дегенде, қазақ әйел дегенде бізде түрлі атаулар бар екен. Мынаны былай ертең слайд жібергенде қарап алуға болады. Өте көп атау бар біздерде. Ене, қыз, шеше, абысын, жеңге, шеше, нағашы әже. Осылардың барлығы әйелге қатысты атаулар, мыналардың барлығы. Так, енді Мұхтар Әуезов айтып кеткен ең әуелі әйелдің халін түзе деген. То есть әйелдің статусын жоғарыға көтерді. Мұхтар Әуезов, Ғабит Мүсірепов, көптеген біздің талантты қаламгерлеріміз әйелдің статусын жоғарыға көтерді. Но қазіргі кезде мысалға қарап тұрсақ, қаншалықты әйелдің статусы жоғарыда тұр бізде? Қаншалықты? Сол туралы ойлануға тура келеді. Мысалға, күні кешегі болған Бишімбаевтың соты әйелдің статусын бір жоғарыға көтеріп тастады. То есть жаппай қалаларда әйелді құқығын қорғайтын дағдарыс орталықтары ашылды дейді, да? Мысалға, 42 қалада дағдарыс орталығы бар. Бұл да именно сол Бишімбаевтың соты, Салтанат ханымның өлімі өте қалай біздің қазақтың қоғамын дүр сілкіндірді ше. Ал оған дейін мысалға 4 баласы өртте қалған қазақ әйелі қарапайым. Енді оған ол осындай дүр сілкіндірді ме жоқ па? Былай нелерде, медиаларда жазылды, айтылды, бірақ қаншалықты мемлекеттік дәрежеде шара қабылданды, мен ол жағын мысалға білмеймін. Сосын мына жерде Чеховтың сөзі бар, әйел мен еркек екеуі бір тұтас деген екеуі. Егерде, то есть екеуі бір тұтас. Қаншама арасында конфликті болса да, бірақ еркек әйел болмаса есінен айырылады, а еркек болмаса әйел ажарынан айырылады деп айтып кеткен. Енді кейбір зерттеушілер вообще біздің өзімізге де қызықты да, мысалы түсінбейміз, неге еркек мынадай, неге әйел мынадай деген сияқты табиғатымызды кейде түсінбей жатамыз. Ал бұрындағы зерттеушілер бірінші аңыздан қараған екен. Аңыз арқылы олар еркек пен әйелдің образын табиғатқа байланыстырып жаңағы жинақысы келген, жүйелегісі келген. Сонда мысалға ай мен күнді еркек пен әйел деп,
күннің образы еркекте, әйелдің образы ай деп, немесе от еркектікі, су әйелдің образында деп, жер мен көк, то есть әйел жер анамен тығыз байланысты, ер адам разумный, ол көкпен байланысты деп. Ал үнді халықтарында Шива, Шакти деген бар да, Шакти әйелдің энергиясы, Шива еркектің энергиясы. Қытайда инь-ян деп бөледі, мысалға, әйелдегі, еркектегі энергияларды. Ал біздің қазақта адам ата және Хауа ана деген аңыз бар. Бізде қазақта сондай бар. Енді, так, мен мынаған тоқталғым келіп тұр. Қазіргі, мысалға, болып жатқан разрушение, да, вот наводнение, соғыс, түрлі жаңа болып жатқан планетадағы өзгерістер. Бұлардың бәрі тегінен тегін емес қой, как раз мына Гегельдің ойшыл бірінші диалектика заңы да айтылады. Бірінші заңы бар, сонда айтады. Жаңағы единство и борьба противоположностей. То есть біздер вообще бүкіл әлем қарама-қарсылықтан тұрады, да? Мысалы, еркек пен әйел, от пен су, жер мен көк, ақ пен қара, демалу мен дем шығару, кету мен келу деген сияқты, да, түрлі сондай. Міне осы екі қарама-қарсы дүние, екеуі бір-бірінен қарама-қарсы болғанмен де, бірақ екеуі бірлікте болса дамиды дейді, бірлікте. Неге мысалы еркек пен әйелді бізге біріктіріп қойды? Ол тегін емес қой, өйткені сол арқылы біздер мысалға әлем дамып жатыр, сол арқылы да тіршілік өмірге келіп жатыр, тірі адам. Солай өмір жалғасып жатыр. Мысалы Гегельдің заңында айтады, еркек пен әйелге салсақ оның заңын, бұлардағы конфликті біріншісі еркек пен әйел бір үйде гармоничный өмір сүреді. Сол кезде гармоничный өмір сүреді бірінші заң бойынша. Екінші заңы екеуі үйлеспейді. Әйел еркекті құртады, немесе еркек әйелді құртады. Екеуінің біреуі құрып кетеді деп сөйлейді. Сондай заңның бір несі бар. Үшінші күрес. То есть еркек пен әйел үнемі күресіп жүреді, жаңағы ұрысады, соғысады, бірақ та кішкенен кейін тыншып қалады да, алға қарай дами береді. Сосын кішкенен кейін тағы ұрысып қалады да, қайттан алға қарай дами береді. Бірақ оларда все равно жаңағы бірге өмір сүреді, бірге дамып жатыр дейді. Ал неге қазір наводнение болып жатыр? Мен просто бір өзімнің тұжырым болғанда бір ойым да, мысалға мен ойлаймын. Енді мынаны масштабны түрде қазір түсіндіріп жатыр ғой, неге екенін. Бірақ бір мысал, мен ойлаймын, мысалға қазір әйелдерде дисбаланс бар. Қазір әлемді еркектер билейді. Вот қаншама уақыттан бері еркектер билеп жатыр. Вот қазір соғыста болып жатыр, әйелді бүлдіріп те жатыр, әйелдің құнын, әйелдің несін таптап та жатыр, мысалға да, рөлдерін. Қаншама зорлық-зомбылық көріп жатқан әйелдер бар. Баласы зорлық-зомбылық көріп жатыр. Қаншама жезөкшелер үйі ашылған. То есть әйелдің құқығы тапталып жатыр. Ал біздер әйел жер анамен тығыз байланыстымыз. Жер анамен, то есть жермен әйел тығыз байланысты. Мен кейде ойлаймын, мына вот это бар ғой, наводнение, жаңағы жер сілкінісі, осылардың барлығы жердің жаңағы қарсылығы. Осы болып жатқан оқиғаларға жаңағы өзінің қарсылығы деп ойлаймын. То есть ол да мазасыз, потому что әйелден кетті, баланс кетті. Әйел өте ашулы қазір. Почему осылай? Даже мен мысалға бізге бұл не касается, вот это жезөкшелер үйі, бірақ все равно сен білесің, что ана жерде әйелдердің құқығы тапталып жатыр. Мысалға мына күні кеше медиадан мен көрдім, медиадан бір әйел шығып маскамен әңгімелеп жатыр. Мысалға мына Алматыда бір үйдің бұрышында бәрі біледі деп сөйлейді, розовый дом, 2 этажды, сонdan қашып шыққан қыз бала, қашып шыққан, онда деген ең төменгі этажында мысалы наркоман әйелдер тұрады. То есть бірінші этажында жаңағы қабылдайтын еркектерді әйелдер тұрады, ал төменде уже все өмірден түңілген наркоман әйелдер тұрады, қыздар. То есть былай қарасаң, біздер осы қоғамда өмір сүріп жатырмыз, значит, ол бізге де қатысты, мысалға, былай қарасаңыз. Біздер сонда өзіміздің құқығымызды таптауға еріп келе жатырмыз. Қайда қарайды мемлекет, қайда қарайды депутаттар, мысалға, да? Соның бәрін ойлайсың, қайда қарайды олар? Неужели олардың қолында заң жоқ?
Сонда бұлардың бәрі неге қатысты деген сұрақ келеді сонда маған. Енді так, уақыт қазір мынау өте қызықты деп ойлаймын. Вообще біздің қазақтар қайдан білген нені адамның жаратылысын. Мына қараңызшы, секс болмаса адам дүниеге келмейді да, мысалы. Даже сіз бір қызық нәрсе бар, ойлап көріңізші, қазақша қалай айтылады. Сонда мен ойлаймын, қайсысы бірінші шыққан екен? Интересно. Қазір соңында талдап кетейік соны. Қайсысы бірінші шыққан екен? Қазақ айтты ма, әлде мынау қайдан шыққан сөз вообще? Вообще латыннан бұл деген жыныс дегенді білдіреді екен, латын тілінен. Вообще 1929 жылы пайда болған сөз, осы сөз. Бұрын айтылмаған ондай. Мынау Алматының қасындағы Таңбалы тас деген всемирное наследие мынау. Мен мынаған кеше, помните, Астанадан бір кім келді? Невролог па келді ғой, сол өзінің жоспарына осыны кіргізген, осыған бару туралы Таңбалы тасқа. Неге? Өйткені ол всемирное наследие, бұл кәдімгі бүкіл әлемдік жағынан қорғалады. Мысалға мына Түркияда Каппадокия бар ғой, ол тура сол сияқты әлемдік наследие. Қазір міне біздің Қазақстанға келе береді, потому что бізде всемирное наследие бар. Мына Таңбалы тастағы петроглифтер, олар до сих пор жұмбақ күйінде, бірақ оны зерттеп жатыр ғалымдар ше, мына петроглифтерді. Бұлар қайдан шыққан таңбалар? Бұлар біздің ата-бабаларымыз сақ. Біздің ата-бабаларымыз сақтар ғой, сақ. Солардың қалдырып кеткен бізге мұрасы. Енді неге осыны зерттеген адамдар бар, таңбаларды. Сол таңбаларды зерттеген кезде, сол таңбаларда адамның қалай дүниеге келеді, сәби соның суреттерін салып кеткен екен. Қазір мысалға ғылымның ашқан жаңалықтар бар ғой, жаңағы не деген, міне эмбриология деген да, сол қазақтар біздің сақ бабаларымыз Таңбалы тасқа соны қалдырып кеткен екен. Қалдырып, мысалға былай, мынау мысалға ішінде тұрған ұрық да, әйелдің ұрығы, яйцеклетка да. Ал мына айналасына келіп тұрғандар, бұл уже пісіп тұр, уже дайын тұр қабылдауға еркектің ұрығын, яғни сперматозоидын, ұрығын. Мынау келеді, бәленбай сперматозоид зулап келеді, бірақ ішінен тек қана бір мықтысы ішке кіреді. Міне, кіріп жатыр ішке. Содан кейін екеуі бірге қосылады. То есть екі аталық ұрық пен аналық ұрық қосылады да, екеуінен бір клетка пайда болады. Клетка. Міне, бір клетка, мына жерде, мына ер адамның ұрығы, бұл кәдімгі басында кәлләсі бар дейді, ортасында денесі, сосын құйрығы бар, кәдімгі тірі зат кәдімгідей. Содан кейін ол кіргеннен кейін не істейді? Мына екеуі бірігеді, екі клетка біріккеннен кейін бірігіп кетеді. Содан кейін барып, сол клетка екіге бөлініп, мынаны көрсетейінші, міне бір клетка бірікті ғой, жүктілік пайда болады. Оны ғылымда зиготы деп айтады. Мынау жүктілік, пайда болған жүктілік, ғылымда оны зиготы. Қазақ білген оның барлығы. Егерде бір ұрық кірсе, аталық ұрығында сыңар жүктілік пайда болады, оны ғылымда моносперма дейді. Егер екі сперма кірсе, екі ұрық, аталық ұрық, онда егіз жүктілік пайда болады, оны ғылымда полисперма дейді. То есть қазақта барлығы атаулар бар, бұлардың бәрі. Содан кейін әрі қарай жаңағы бұлар бірігіп, солына бір клетка дік етіп екіге бөлінеді де, екіге бөлінген кезде, міне, ағорда деп айтады екен. Оны қазақта ағорда, сосын мына берел, бертек деген екі процесс арқылы олар жаңағы екіге бөлінеді ғой. Бөлінген кезде мына жаңа бір клетка тура өзінен айнымайтын, өзінің копиясын, көшірмесін жасай бастайды. Бір көшірме жасайды, екі көшірме жасайды, осылай бөліне бастайды. Міне, бір клетка екі клеткаға бөлінді, потом 4 клетка, 8, 16, солай бөлініп келіп, мынадай ғылымда бастулы деген бар екен. Осы бастулы ол қазақта шарана деп айтылады. Шарананы құрады. Одан кейін ғылымда гаструлы деген бар, оны қазақ не деп айтады, оны құрсақ деп айтады екен. То есть құрсақ пайда болады да, құрсақ ішке қарай жиырылады. Содан кейін барып, мынадай киіз үй сияқты 3 қабат пайда болады. Бұның да ғылымда да атауы бар, қазақта да атауы бар.
мысалға ғылымда этнодерма, мезодерма, эктодерма десе, қазақ оны құндақ, қағанақ, сағанақ деп айтады екен. Құндақ, қағанақ, сағанақ. Ойлайсың ғой, қайдан пайда болды осы сөздер деп. Сөйтсек, қағанағымды қақ еткізіп, қақ айырып туған балам, сағанағымды сарқ еткізіп туған балам, құндағымды қақ жарып туған балам. Міне осыдан шыққан екен. Сонда жаңа таңбалы тастағы, мына ғылымдағы бар нәрселердің барлығы таңбалы таста бейнеленген. Оны қазір зерттеп жатқан адамдар бар. Солар осыны шешті, ашты. Және мысалға айтамыз ғой біздер гормондар деп. Олар қазақта X, Y хромосом уақ пен қау деп айтылады. Уақ бұл еркектің жыныстық безі, қау ол әйелдің жыныстық безі. Егер де осы жыныстық безінің біреу көбірек болса, мысалға қау әйелдің хромосомасы көбейіп кетсе, онда жаңағы қыз-теке пайда болады. Қазір оны жаңа гомосексуал деп айтады, андай мындай деп айтады, бірақ қазақтар тек екі атаумен айтқан, еркек шора және қыз-теке деп айтқан. То есть еркек шора жаңағы еркек болғысы келетін қыз, ал қыз-теке ол қыз болғысы келетін еркек деп солай айтып бөлген екен. Бұны неге айтып жатырмын? Өйткені бұл қазақта вообще осындай ұғым болды ма деген сұраққа жауап. Конечно, болды. Олар таңбалы таста қалдырып кеткен барлығын. Сол. Енді Фройд, да, міне Фройд вообще Фройдтың кітабы өте күрделі, бірақ қысқаша ол не айтып кеткен, бір ғана мақаласын оқыдым да, айтып кетейін соны. Ол айтады, Фройд жалпы мына балада да, қызда да кішкентай кезден уже көріне бастайды. Жыныстық құштарлықтың белгілері, ол ұяла бастайды, жек көре бастайды, азап шеге бастайды. Осындай белгілер пайда болады. Әйел мен еркектегі психикалық айырмашылық. Жаңағы либидо еркекте активны түрде болады. То есть оларда бар, ендігі бар, олардың тік тұрған, мысалға, мүше. Оларда тік тұр. Значит, олар активны болады да, ал әйел адамдарда баяу, олар пассивны дейді. Осылай айтып, екі психикалық айырмашылығын айтады. Одан кейін биологиялық айырмашылығы, еркекте роқ деп айтылса, сперматозоид, әйелде роқ, яғни яйцеклетка. Қазақта бұның атауы бар. Осындай айырмашылықтар бар дейді. Сосын әйелде эрогендік зона клитор деп айтса, еркекте жаңағы ненің басты деп айтады. Гендіктің бастында деп айтады. Бұлардың бір айырмашылығы, мысалға еркек пен әйелдің екеуінің айырмашылығы, клитор ол как будто мына еркектің ендігінің қалай десем екен, бугорок дейді ғой, Венера, бугорок Венера дейді, сол даммай қалған, в общем, еркектің ендігі деп айтады. Даммай қалған ендігі. Енді білеміз ғой, Фройд деген өте төңкеріс жасады әйелдердің санасында. Ол айтты, психологиялық проблема бар әйелдерде. Ол проблема именно осы жыныстық құштарлыққа қатысты. Өйткені әйелдер достаточно өздерінің төсекте ләззат ала алмайды. Олардың ішінде жаңағы нелер қалып қояды, сезімдер. Ментальды ойлар, сезімдер, бәрі қалып қояды да, ал негізі екеуі бірге болған кезде, еркек пен әйел, екеуі бір-бірін тазартуға көмектеседі. Мысалға, еркек әйелді көмектеседі тазартуға ментальды ойлардан. Тыныс арқылы да, тыныс арқылы, дыбыс арқылы деген сияқты. Ал әйел еркекті тоже бойындағы жаңағы напряжениеден босатуға көмектеседі. Сөйтіп екеуі бір-бірін, все равно бір-бірімен жаңағы обмен энергия деген болады екеуінде. Міне осы Фройдтан кейін басталды, жаңағы батыста басталды үлкен толқу, әйелдерді ашу басталды. То есть олар правасын өздерінің қорғай бастады да, феминизм пайда болды. Бұл туралы фильм бар, интересный фильм. Феминизм пайда болды. То есть әйелдер, біздің де правамыз бар, еркек деген сияқты. То есть Фройд әйел мен еркектің тең екендігін, олардың да жаңағы жыныстық құштарлық бойында бар екенін, олардың да құқылы екенін жаңағы рақатты алуға соны айтып кетті. Осыдан кейін осындай батыста өзгерістер пайда болды. Одан басқа Мастерс пен Джонсон дегеннің кітабы шыққан Фройдтан кейін, ол как раз оргазм туралы айтады. То есть әйелдер оны білмей келді, еркектер оны білдіртпей келді деген сияқты. Бұл да феминизмнің тууына ықпал етеді. Содан кейін Ошының кітабы бар, мынау үнді данышпаны. Ошының кітабы өте жақсы, оқып қарасақ, женская сексуальность деген кітап. Ол анда бүкіл темаларды былай айтып өтеді, глобальный түрде айтып өтеді, бірақ заңды түрде емес, ғылыми түрде, былай просто айтып өтеді. Интересно оқуға.
Енді Бауыржан Момышұлының сөзі бар, әйелден бәріміз өсіп жетілеміз дейді. Әйел ол өмірді беруші дейді да, бір сөзбен айтқанда, міне әйелдің мынау несі образдар әйелдің да, әйел расында да өмірді жалғастырушы, өмірді сол арқылы біз өмірді сүріп жатырмыз да. Сосын Бауыржан Момышұлы былай деп айтады, адамды бұзатын не дейді, дау бар ғой, мысалы осы әйелдердің өзінен барлығы деп. Бауыржан Момышұлы айтады, атақ бірінші бұзады, ақша бұзады, арақ бұзады, осы үшеуі бұзады дейді. Ал төртіншісі әйел емес, өйткені алғашқы мына үшеуінің буына бөртіп әйелдерді біз еркектер бұзамыз деп Бауыржан Момышұлы айтып кеткен екен. Ну, алысқа бармай-ақ қояйық, мысалға Назарбаевты айтайықшы, президентіміз. Атаққа болды ма? Болды. Ақша болды ма? Болды. Ойнас болды ма? Болды. Былай қарасаң, тоқал алды да. То есть еркектерді азғырды. То есть жоғарыда не болды, төменде солай болды. Солай қазір күллі қанша жыл бойы мысалы әлі біздің қоғам әлі түзелмей жатыр, әлі күнге дейін. То есть ол бірінші қоғамды емес, қазақ қоғамын емес, қазақ халқын емес, ең бірінші өзінің жеке нәпсісін, жеке пайдасын ойлап, үлкен қоғамға зиян келтірді. Негізі сондай бір жаңағы көлеңке жағы бар Назарбаевтың. Поэтому халық, конечно, оны сөгеді. Мынаған тоқталғым келіп тұр, өте қызықты қазір. Міне, мынаны айта кетейін. То есть Бауыржан Момышұлы айтты ғой, қазір мынау кәдімгі Қазақстандан алынған суреттер. Мынау Қызылордада болған жаңағы әйелдерді пайдалану, мынау мысалға Алматыда болған нәрсе. Вообще мен ойлаймын кейде, мына қараңызшы, мың бір түн ертегісі да міне. Шоқан Уәлихановтың зерттеу мақаласы бар, мен оны кезінде оқып, неге шығарғам ютубқа. Вообще, мынау араптан келді. Мың бір түн ертегісі, бұл араптың кәдімгі қиссасы. Араптың қиссасы біздің қазақтарға кірген кезде батырлар жырын ығыстырып тастады. Батырлар жырын просто ығыстырып тастады. Оның орнына қисса келді. Ал ол мың бір түнді оқыған болсаңдар, ол қиссада сайқал әйел, ойнас әйел, ашыналас әйел деген терминдер көп пайдаланылады да. Конечно, бұл адамның санасына все равно еркектердің санасына әсер етеді ғой бұлардың барлығы. Сондықтан бұл да бір жоғарыдан келген бір политика деп ойлаймын. Қазақтың батырлар жырын ығыстырып тастады, Қозы Өлкеш Баян сұлу жырын ығыстырып тастады. Ең бірінші осы келді міне. Мың бір түн ертегісі келді, одан кейін басталды ғой жаңағы медиада. Сосын вообще былай мына еркек ол структурный, тіп-тіке да, мысалы оның өзінің мүшесі сияқты тіп-тіке. Ал әйел, наоборот, біздер хаос. Біздер кейде неге мысалға результатқа жетпей жатамыз, потому что біздер мынау деп жаңағы жүгіреміз де. А вот еркек біздің акасы нені жинайды екен былай. Біздің хаос энергияны былай жинайды. Сені бір жүйеге келтіреді. Біз қайттан сосын былай шашылып жүреміз. Мысалға анаған сенеміз, мынаған сенеміз, кейде олар жынданады кей уақытта да. Оказывается, еркек ол структурный, тұп-тура сені түзу жолға салады. Әйелдің хаосын бір жөнге келтіреді екен. Осындай міне екеуінде жаңа обмен энергия жүреді. Еркекте әйелді жинайтын қасиет бар, әйелді. Егер де мысалға екі отбасында еркек пен үйлесімді болса, онда бір-бірін жаңағы энергиядан тазалайды екен. Біреуін жаңа еркек әйелді ментальды сезімдерден тазалайды, өкпе, ашу, реніштен тазалайды да. Егер дұрыс болса, дұрыс жаңа қатынас болса, ал әйел болса, оны да денесі босаңсытып, жаңағы күні бойға қозғалыс болды ғой, движение, вот это вот напряжение, содан бір тыныс береді екен. Демалады, короче, демалады. Енді әйелдер неге өзінің денесін қабылдамайды? Мысалы, әйелдер неге? Өйткені қаншама зорланған әйелдер бар. Үлкен проблема, олар денесін әлі күнге дейін қабылдай алмайды. Денесін просто қабылдамайды, потому что өзінің денесінен өзі жиіркенеді. Кезінде оны зорлады. Сондықтан осындай бұл бір бөлек тақырып вообще, бөлек тақырып. Мынаны тоқталып кету керек. Қазір енді везде қарасаң, порно индустрия, секс индустрия, мынаның өзі, мысалға мынау бар ғой. Бұл да кімді ойлап шығарды бұларды? Мисс дегендерді. Конечно, ер адамдар ойлап шығарды. Мыналар мысалға әйелдер еліктейді да.
жаңағы нелерге, актрисаларға еліктейді, емшектерін өсіреді, құйрықтарын өсіреді. Бұлардың бәрі не үшін? Неужели әйелдің денесінде өзінің табиғи сұлулық жетіспейді? Неге? Бұларда тоже политика бар. Политика. Какой-то бір политика бар. Әйелді неде болса құнсыздандыру деген политика. Өздерінің, вот еркек полигамды табиғаты, да, полигамды, то есть они многоженство у них. Сол полигамды табиғатын жаңағы пайдалану үшін олар осындай всякие жаңағы нелерді, білмеймін, шығарады осыларды деген. Оған әйел еліктейді, жас қыздар сосын жаңағыда ернін өсіреді, құйрығын өсіреді, бұлай түсіреді өздерін, бұлай түсіреді. Міне көріп отырсыздар ғой да, мысалға, міне фотоға. Бұлардың барлығы қалай әйелдің өзінің шынайы табиғатын жоғалтқандығы. Әйел өзін потерял, ол ойлайды, мен мына ернімді істесем, немесе мен құйрығымды өсірсем, мен онда ой, қандай сұлу боламын деп ойлайды. На самом деле әйелдің шынайы табиғаты, сұлулығы өзінің ішіне үңілмейді, оған үңілуге мүмкіндік бермей жатыр. Әйел, сен әдемі емессің, әйел. Саған мынау краска керек, саған мынау помада керек, саған мынадай кірпік керек, мынадай қас керек деген сияқты. Вот это вот индустрия красоты, сол тек саған тықпалай береді, бизнес тықпалай береді. И әйел соның жетегінде жаңағы өмір сүріп жатыр мысалға. Енді кейбір практикалар бар, әйелді өзінен ішіне қарай үңілтетін практикалар бар. Мына күн сайын саған таңертең отырып, көзді жұмып, өзіңнің тынысыңмен қосылуға болады практика. Қосылғанда әйел бірден өзінің жүрегімен байланыс жасайды, және өзінің жатырымен байланыс жасайды. Екі басты орган әйелдегі бір 3 минуттай тыныс алып, өзінің денесіне қайтып оралады. Сонда ол, то есть әйел өзінің табиғатына өзі қосыла алады. Сосын сексуалды түрлі ойындар мысалға, да, бұлардың барлығы это же придуманные кем жаңағы. Әйел объектіге айналған. Әйел просто объекті. Кейбір барлығы үшін емес, конечно, нормадан тыс адамдар үшін әйел объект просто. Әйелге объект ретінде қарайды мысалға. Қазір еркектерде солай көбінесе. Конечно, мына жерде еріктілік заңы бар. Әйелдің өз еркі, да, бірақ еріксіздік заңы бар. Жаңа зорланып жатқан, қорланып жатқан, жаңа үйлерге апарып тасталған, қорғаныш жоқ, жұбаныш жоқ әйелдерді, балаларды зорлап кету деген сияқты. Бұлар еріксіздік халге түсіп жатыр олар, да? Еріксіздік халге. Так, мұнан айтпай қойын, бұл уақыт алады тағы да. Ну, вообще, медицина бойынша, ну ладно, керек жоқ, да, бұны. Бірақ өте қызықты даосизм, жалықпасаңдар айтып жіберейін, Қытайда. Мысалға, мынау даосизм практикасында бұлар айтады, сексуалды энергия әйелдің ұрығы мен еркектің ұрығында деп айтады. Соны қалай пайдалануға болады дейді, олар пайдалануға болады. Түрлі жаттығулар көрсетеді, сосын түрлі жаттығулары бар. Жаңа парменен медитация жасау керек, бірге қолмен ұстап жүру керек деген сияқты парный медитация, парный жаңа ходьба деген бар. Болмаса әйел өзінің мына несі бар ғой, жаңағы ендігін қысу арқылы өзінің қуатын өзі арттыра алады. Денедегі қуатты, сексуалды қуатты арттырып, өмірлік қуатқа айналдыра алады дейді. То есть жизненная энергия. Даже оказывается, әйелдің өзі қабілетті өзінің өмірлік қуатын арттыруға. Былай қарасаңыз, конечно, еркек келеді, бірақ әйелдің өзінде огромный энергия бар екен. Когда жер анамен байланысқан кезде, жер анамен байланысты орнатқан кезде, әуелі өзінің тәнімен, содан кейін барып жермен байланысты орнатқан кезде, әйелде мындай циркуляция жүреді екен. То есть әйел циркуляция жүреді осындай. То есть жер, әйел, жерменен кәдімгі циркуляция жасайды да, жерден огромный энергия көтеріледі. Әйелдің бойында табиғи процесс басталады, табиғи процесс. Так, ну болды, осымен аяқтадым. Материалдар қандай болды? Семейная психология, Фройдтың кітабын алдым кішкене, сосын Ошының кітабын алдым, және медиа материалдарды пайдаландым. Так. Енді қандай ойларыңыз бар жалпы? Секс жөнінде, әйел жөнінде осы материалдарды қарағаннан кейін бір ой келді ме? Қандай не қосыла аласыздар? Сіз, Тамара ханым, рахмет, өте пайдалы болды. Не дейді андай? Кеңінен масштабына алыпсыз тақырыпты, өте керемет. Бірінші ой жаңағы шығармаларды жаздыңыз ғой, Бақытсыз Жамал, Ұлпан. Мен Бақытсыз Жамалды енді
оқыған, бірақ есімде жоқ та, бірақ ұлпан соңында өзінің өмірін суицидпен аяқтайды да. Ә, сол кезде сіз әйелдің бейнесі дедіңіз ғой, қазақтың. Менің енді көзқарасымда бір әйелдер бақытсыз, сондай бейнелер көп қой ол жерде. Суицид жасайды, немесе педофилдің құрбаны, үлкен 70 жастағы шалға ұзата салады, малға жаңағыдай ше. Мал құрлы жоқ та, сонда бір 70 қой беріп, 100 түйе берсе болды, бере береді деген секілді. Сондай кезде қарның ашады. Бір жағынан жаңағы жазушыларға ашуландым уақытында. Бірақ кейін түсіндім да, ол шынайылықты көрсетіп тұр ғой. Шынайы солай. Факт остается фактом дегенше. Но сол әйел бейнесі деген сұраққа мен де іздедім да уақытында. Қайда ол қазақтың әйел бейнесі? Қаяқтан алуға болады? Жаңа жылай беретін, соғыстың немесе зорлық-зомбылықтың құрбаны бола беретін емес, шынайы бір нәзік, әлемді сүйетін, шынымен де бір бақытты әйелдер бар ма деген сұрақты іздеген кезімде таппадым, шыны керек. Ұлпанның өзін оқығанда вот суицидпен аяқтайды, өте қатты жүрегің ауырады, иә. Там ішіндегі моменттер бар, оның шынымен де бақытты болып, қуанып, бірақ өте аз. Процентпен алғанда 10% ол өзінің шынайы позитивті сезімдер дейді, жаңа қуанып, бақытты болып, шынымен де бір қандай да бір ләззат, рахат сезініп жеткен кезі өте аз да. Одан кейін сіз бері қарай келіп бастадыңыз ғой. Ерке Есмаханды айттыңыз, не? Менде облегчение болды. Шынымен де мен бірінші енді өзім әйелімін. И бір келе жатыр енді білесің, бірақ сіздің бір ана слайдыңызды тыңдап отырып, жазбаңыздың бәрін тыңдап отырып, қай жерде депші бір уф деген болды менде. Білмеймін, Ерке Есмаханды кішкене анау Баян Мақсатқызын бәрін бүйтіп көрген соң, енді идеальный емес, бірақ қандай да бір үміт, сенім алып келді да. Бұл бір менің жеке ойым, жеке сезімдерім да, жалпы жаңа сіздің слайдыңызды, жазбаларыңызды көріп отырып өте пайдалы болды. Сосын мен бір ой келді, жаңа зиготаны түсіндіріп жаттыңыз ғой. Мынау аналық не тұрады, ұрық, одан аталық ұрық келген кезде түсіне бүйтіп кірді ғой, мә ана жақта мықты сперматозоидтар отырып қой примерно депші. Иә, солай болып тұрған, ішіндегі мықтысы. Мықтысы болып отырып қой, енді ол жерде миллиондаған сперматозоидтар болады деп. Сол кезде сол бір ой келді. Сосын маған мынау жаңалық болды. Қағанақ, сағанақ, құндық дегенше. Сосын уақ дедіңіз, иә, аналық, аталық, иә, қау. Керемет, рахмет Тамарахан, өте пайдалы болды. Рахмет сізге де, тағы да ханымдар. Маған да ұнады Тамара ханым, философиялық тұрғыдан келгеніңіз. Мен анау неге барғам, Шолпан, Бақытсыз Жамал? Шолпан бір деген бар, Шолпан дегенде бір шығарма бар. Жалпы мен шығармаларды оқыған кезде қазір бар ғой, байқаймын, бұрынғы уақыт, қазіргі уақыт деген жоқ. Бәрі сол сәйкес келеді. Шолпанды оқыған кезде бар ғой, қазір измена, жыныстық қатынас, қанағаттанбау, соны көрсетеді ғой. Шолпан күйеуі қанша бай, ақша бәрін алып келсе де, бұл өзінің жаңағы несімен көңілдес болып кетеді. Қайнынысымен. Это фильм, да? Фильм ба? Фильм? Нет, біреудің романы ұмытып қалдым. Қандай еді? Күнәсіз Шолпан ба, или? Иә, фильмі де бар ғой оның. Иә. Анау бала бере көрме деп сұрайтын келіншек туралы айтады. Иә. Бір мен соны мен театрға бардым. Қазіргі өмірдің бәрін келтіріп көрсеткен. Жас жігітке күйеуге шығу, оның төсектегі жақсылығы, бәрін көрсеткен сонда. Сіз айтып сонда ойлаймын, мыналарды да оқып қарау керек. Жақсы, маған да ұнады, қазақ бейнесі дегеніңіз бар. Лестница секілді келді. Рахмет. Аржанда біз тұратын шығармыз деп ойлаймын, будущий. Да.
Вообще білесіздер ме қыздар, ханымдар, вообще негізі мыналардың бәрі бар ғой, ішінде все равно бір какой-то қасиет бізде бар ғой, бірақ енді бұлар қалай қалай десем екен, кәдімгі қоғамдық дәрежеге көтерілген ханымдар ғой мыналар да. Біздерде все равно бір какой-то қасиет бар біздерде. Енді мұндай дәрежеге білемін көтеріле аламыз ба жоқ па, бірақ әйтеуір осыларды үлгі тұтамыз ғой, осылардың кітабын оқимыз. Мысалға менде вот Дини Бахметованың кітабын постоянно оқып жүремін ше, мына Күлетамыр деген кітабы бар. Өте кемеңгер әйел ше. Сосын мынаны сатып алдым да, оны бастаймын енді. Бұрын оқыған кітап қой, Шұғаның белгісі, жаңағы ұлпан, міне сосын Бақытсыз Жамал дегенді алдында өз кемеңгер сатып алдым. Тоже қызыға бастадым ше, осыларды тағы бір оқып көрейін деп. Бала кездегі оқыған бөлекте, қазір басқаша қабылдайсың. Вообще мыналардың бәрі бөлек-бөлек тема негізі. Бөлек-бөлек тема. Рахмет. Тағы да бұл жерде бейнесі, ал секс туралы қай жерде қарастырдық? Секс туралы мына Фройдтың әйел мен еркек дегені бар ғой, осының ішінде бар. Сосын жаңа қазақ дүниетанымында не айтады осы туралы? Мен сізге қазір айтайын тұрған, мысалы біздерде әлемдік названиесі секс, да? Ал қазақта қалай білесіздер ғой, да? Қазақта. Тігіс деп айтып жатыр ғой теркім. Қайсысы бірінші шыққан? Сік, іс. Анау секс. Білмейді. Ойланып көрдіңіз бе? Қараңызшы, бізде сік, іс. То есть іс бұл кәдімгі, да? Іс. Вот бұл оңға оқысаң да, солға оқысаң да бір оқылады. Қазақ. Қазақ тоже оңға солға оқып бірдей. То есть қазақтың сөздік құрылымын былай қарап отырсаң, осылай оңға да солға да бірге оқылатын сөздер бар. Мысалы, қабақ, ана, апа, аға. Нан. Бұл да мысалға сондай сөз. Сонда ойлайсың, қай сөз бірінші шыққан, біздің сөз бе екен, или ана сөз бе екен деп ойлайсың кейде. Солай деп ойлайсың. Жаңағы мықты сперматозоидтар деген жерде айтылды ғой негізі. Секс деген. Иә. Да, білесің, сонымен қиналғаным сол, так, қалай айтты ғой. Сосын, вот именно мына семейный психология деген кітап бар, соның ішінде бар, бірақ ол слишком огромный екен, жаңағы тақырыптар ішінде. Күрделі, вот именно әйелдің несіне қатысты. Сосын мен оны алған жоқпын содан кейін. Алған жоқпын. Так. Мне кажется, вот қараңызшы, теперь мынандай сұрақ қоюға болады. Менің бойымдағы жаңағы сексуалдығым қай жерде? Қайда вообще менің бойымдағы? Өзімізге сұрақ қоюға болады, да? Қайда? Как проявляется моя сексуальность? В творчестве, либо где вообще проявляется? Тоже ойланатын сұрақ. Мен мысалға практика көбінесе қолданамын. Практика бұл жаңағы өзімнің денеммен қосылу ше. Тыныс арқылы өзімнің денеме қосыламын да, өзіме өзім қайтып келемін. То есть, қалай деймін, чтобы не теряться жаңағы қоғамда ше. Тыныс арқылы өзімнің тәніммен қосыламын. Конечно, мына жерде бір тоже практикаға байланысты тоже барлығы. Мысалға, бір әйел айтады, әйелдің өзінің дыбысында мықты не бар дейді, сексуалды энергия бар, дауысында, дыбысында. Мысалға, кейбір әйелдер болады, өзінің дауысымен сөйлемейді, да, кейбір. То есть басылып қалған, мына жерде блок, тамағында блок бар ғой, блок. То есть энергия у нее неправильно циркулируется, то есть да, блок бар. Мына жерде блок болса, значит жатырда блок бар. Жатырында бұғақ бар, бұғақталып қойған. Мүмкін зорланды, мүмкін какой-то бір сезімдер қалып қойды содан. Оны білу үшін біздің денемізде қаншалықты біздің энергия правильно циркулируется. То есть ол тынысқа байланысты, да? Мысалға, қазір бүйтіп қолымызды былай ысқылайық та, сосын оң алақанымызды жүрекке қойыңызшы, оң алақаныңызды. Сосын сол алақаныңызды жатырға қойыңызшы, жатырға қояйық.
Сосын көзімізді жұмайық, арқамызды түзу ұстаймыз. Табанымыз жерде тұру керек. То есть біз жермен байланыстымыз. Табанымыз дәл қазіргі сәтте өмір сүріп тұрмыз. Дәл қазіргі сәтте мен өзімнің тынысымды, жүрегімнің тынысын естіп тұрмын және жатырымды сезіп тұрмын. Как только менің қолым менің жүрегіме, кеудеме тиді, жатырға тиді, бірден мен жатырыммен және жүрекпенен байланысты орнаттым. Негізгі органдарым менің орнаттым. Сол кезде қаншалықты сіздің жаңағы ішіңіз босаңсиды. Байқап көріңізші. Напряженный, әлде болмаса бос тұрма, такой бос тұрма. Қаншалықты тынысыңызды естіп жатырсыз, қаншалықты матка, жатырымыз босаңсып тұр. Арқамыз бірақ түзу. То есть тынысымыз еркін шығу керек. Соны бақылауға болады. Егер де мысалға жатырымыз такой напряженный болса, значит бізде бұғақ бар. Жатырда бұғақ. Бізге оны босаңсыту керек. Бос болмаса, значит бізде жаңағы әйелдің өзінің ішіндегі энергиясы, сол циркуляция жаңағы дұрыс жүрмей жатыр деген сөз. Значит бізге өзімізді босату керек. Дыбысымыз арқылы, дыбыс төменнен шығады мысалы. Төменнен шығады, жатырдан шығады. Тамақтан емес, тамақтан шығарса, сен айқайлап атасың, голосовой связки білдіресің мысалға, да? А когда то есть тереңнен шықса, сен өзің тазартасың. Әйелдің дыбысы жатырдан шықса, әйелдің ішінде вибрация басталады, толқын. Деген кезде іште вибрация болса, мынадай, әйелдің органдарының өзінде лечение басталады, ем басталады, ем. То есть, мысалы, неге біздер, неге барғанда, бізге физиотерапия пайдаланады, физиотерапия. Онда вибрация бар ғой, искусственный. А біздер әйелдер өзіміздің ішкі дыбысымыз арқылы, мысалы, отырдым, қосылдым жатырыммен, маткамен. Бірден тыныс ала бастаймын. Солай тыныс алып келгеннен кейін барып, деп бастаған кезде біртіндеп дыбыс күшейеді, іште вибрация басталады, кәдімгі вибрирует іште. Сол біздің органдарымызға положительно әсер ете бастайды. То есть ішімізде емдік басталады. Дыбыс арқылы біздер еще өзіміздің сезімдерімізді, негативті энергияны бәрін босатып тастаймыз, ментальды ойлардан, сезімдерден тазартамыз, еще плюс бізде исцеление жүреді. Бұл практика. Мен давным-давно 12 жыл бұрын барғанмын бір практикаға, үлкен Сочида болды. Содан бастап осыны практиковать ете бастадым. Былай мощный практика негізі әйелдер үшін. Терапия бар, и плюс осында пайдалану болады. Мысалы, барлық әйелдер бірдей кейде шығара алмайды, потому что олар өзінің денесін қабылдай алмайды, зорланған әйелдер. Оларға как раз дыбыс арқылы оларды тазалауға болады, дыбыс арқылы жан айқайын шығарып, былай айқайлап. Басында қорқынышты болады, потому что страшный дауыс, сенде блокта тұрған дауыс. Но бірақ біртіндеп дыбыс арқылы өзіңді тазалағаннан кейін, әйел өзінің денесін қабылдауы мүмкін, біртіндеп қабылдауы мүмкін. Сол. Так, уже 2 сағат уақыт болды, аяқталып қалды. Ханымдар, үлкен рахмет. Енді ойлап тұрмын, бір жұмадан кейін можно свободный микрофон өткізуге болады бізге. То есть әйелдер осы теманы ары қарай тереңдетуге болады. 1 сағаттай бір тегін біздерде свободный микрофон болады. Бір жұмадан кейін оны біздер неге саламыз, чатқа саламыз анда. То есть қарауға болады мүмкіндік сондай. Егер сұрақ болмаса, ешқандай, онда осымен аяқтасақ, қалай болады деп ойлап тұрмын. Иә? Так, ханымдар, қосарыңыз бар ма, жоқ па? Қосарыңыз. Кімде қандай ой бар? Шолпан ханым, даусыңыз естіліп тұрған жоқ, даусыңыз естіліп тұрған жоқ.
Сізге де рахмет. Жарайды. Онда жақсы. Осымен аяқтаймыз. Сау болыңыздар. Так, завершение. Арайлым ханым, сізге үлкен рахмет сізге. Аружан ханым. Назигүл ханым бүгін бір срочно не болды да, сосын мана шығып кеткен, бізге ескерткен соны. Жақсы, сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.